Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Бізде Астана қаласында офлайн тусовка. Қазір бірер минуттан кейін сіздермен де бастаймыз эфирді. Әзірше қарап шығыңыздар, бізде танысу болып жатыр. Сіздер де чатқа жазып отырыңыздар. Чатта белсенді болыңыздар, сілтемен таратып жіберіңіздер. Мен Семей қаласында оқыдым. Оқушылармен танысыңыздар лучше, иә? 1 минут қалды. Конфет дайындайбыз. Тағы ма? Секунд қалды, қыздар. Инстаграммен алмасыңыздар. Телеграм каналмен алмасыңыздар. Кім қай курста, қай мектептен танысыңыздар. Кішігірім приздар болады. Ең көп танысқан оқушыға. Все, отырамыз, қыздар, ұлдар. Кеттік. Отырамыз, қыздар, ұлдар. Мына жақта почти 1000 оқушы болып қалды. Все, хорошо, отырамыз, қазір санаймыз. Кімде қанша танысу болды? Давайте, бір адамнан көп танысқан оқушылар қолдарыңызды көтеріңіздер. Барлықтарыңызда шығар, иә? 2 адам. 3, 4, 5, 6, 7, ашыңыздар заметкан. 8, 9, 10. Танысыңыздар ма? Все хорошо. Давайте. Нұрсұлтан мырза, мына оқушыларға, қолдар көтеріп отырған оқушыларға кішігірім біздің приздарымызды берсеңіздер. Ең көп танысу алған оқушылар. Хорошо? Все. Кеттік. Сабағымызды ақырындап бастайық. Мына жақта онлайн трансляцияда өтіп жатыр. Бүгін бізде ерекше күн, иә? Осындай форматта бірінші рет іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Астана қаласында офлайн және басқа қалалар бойынша бізде онлайн қазір трансляция жүріп жатыр. Осыны көріп отырған оқушылар сілтемені басқа да сыныптастарыңызға жібере берсеңіздер болады. Алдағы 2 сағат, мүмкін даже 2,5 сағат сіздермен бірге көңіл көтереміз, сабақты оқимыз, мотивация аламыз, хорошо? Бұл геонлайн үшін жаңа тәжірибе, себебі біз осындай іс-шараны бірінші рет ұйымдастырып жатырмыз. Наурыз ұбыты аяқталды. Жалпы қанша ұпай жинадыңыздар? Осы маған қызық, географиядан. Сіздерден анкета алған болатынмын. Кім қанша ұпай жинады? Онлайндағы оқушылар чатқа жазыңыздар. Офлайндағы оқушылар қалай болды наурыз? Кім қанша жинады? Көңіл күйлеріңізден шықты ма? Шықпады. Хорошо, неге шықпады? 27 дейді. Тағы да, география қанша максимально? 20, 34, одан көп. 34-тен көп оқушылар бар ма? 34-тен көп оқушы жоқ па? Кім 34 жаңа қалған? Мына бір оқушымызға бір подарок беріп жіберіңіздер. Кішігірім, хорошо? Негізгі ұбытыға дайындық қызу жүріп жатқан шығар, иә, қазір. Наурыз ұбытысынан кейін көп оқушылар орташа ұпайы түсті. Ол тек сендерде емес, бүкіл Қазақстан бойынша сондай жағдай. Сол себепті бүгін әдеттегідей нұсқа талдауды ұйымдастырамыз деп шештік, және осындай бір ерекше форматта нұсқа талдауды ұйымдастырып жатырмыз. Онлайндағы оқушылар чатқа жазып жіберсеңіздер, кімде қалай өтті? Егер өздеріңіз қанағат болсаңыздар, осындай палец вверх. Егер көңіл күйлеріңізден шықпаған болса, төменгі жаңағы жазып жіберсеңіздер болады, я дизлайк.
Хорошо. Қандай нәтиже көрсетсеңіздер де дайындықты тоқтатпау қажет, себебі қазір бізде сәуір айы, апрель, иә. Бұл дайындықтың ең бір андай шарықтау шегі. Мамырда себебі бізде өте көп жаңағы мейрамдар бар, иә. Мамырда бізде мектептегі дайындықтар, иә, госэкзаменге дайындық. Сол себепті сәуір ол решающий ай. Ең бір дайындықтың шарықтау шегі. Мамыр ол чисто қайталау. Мамырда мен ойбай ана пәнді үлгеремін, матсауаттылықты соңына қалдырамын, Қазақстан тарихын соңына қалдырамын деп ойламаңыздар. Мамыр ол чисто қайталау. Осыған дейін не өттіңіздер, соны бәрін қайталап шығасыздар. Ал маусым ол нәтиже көрсететін кез. Хорошо? Сол себепті осы сәуірді, бүгін міне 8-і, алда әлі 3 апта уақыт бар. Кемінде 10 мамырға дейін есептеңіздер. 10 мамырдан кейін уже ары қарай соңғы қоңырау, вальс, винеткаға түсу, иә, қыздардан нәрсе басталады, иә, киім-кешек іздеу, иә, сосын 31 ма, 1 ма биыл қашан болады? 31-і, кейбір жағдайда сол кезде жаңағы сіздердің соңғы қоңырауларыңыз болады. Бұл тікелей эфир, офлайнда тоже тікелей эфир. Сондықтан трансляция онлайндағы отырған оқушыларға бізде 30 секундқа дейін кешігуі мүмкін. Сабақ ұзақтығы 1,5-2 сағат, офлайнда кішігірім көбірек болады. Сабақ паузаға қойылмайды, сабақ соңында сұрақ жауап болады. Сабақ қатысушыларын құрметтейік. Мен қазір онлайн оқушыларға жазып жатырмын. Чаттарды да көріп отырмыз бұл жерде. Сабақ қатысушыларын құрметтеп отырыңыздар. Офлайндағы оқушылар тоже сіздер өте бір продуктивный өткізіңіздер. Алдарыңызда бүгінгі нұсқаның қағаз версиясы тұр, сол жерге барлығын орындаймыз практика жүзінде. Запись болмайды, тек тікелей эфир, бонустар ең соңында беріледі. Хорошо? Давайте келісейік, белсенді болыңыздар, офлайндағы оқушыларда, онлайндағы оқушыларда. Себебі осындай форматта біз бірінші рет ұйымдастырып жатырмыз. Ручка және блокнот алып алыңыздар, керек жерлерді өздеріңізге түртіп отырасыздар. Әлеуметтік желілерге алаңдамай, телефонды не беспокоить режимге қойып қойыңыздар, дәл қазір алыңыздар. Не беспокоить режиміне қойып қойыңыздар. Хорошо? Все хорошо. Соңына дейін қатысып, бонус алыңыздар, және онлайндағы отырған оқушылар ыңғайлы отырып, ноутбукпен немесе телефонмен көрсеңіздер болады. Чатқа артық нәрсе жазбаңыздар, бізде модераторлар барлығын қадағалап отырады. Офлайндағы оқушылар тоже соңына дейін болсаңыздар болады. Келістік қоя. Егер эфир барысында контент ұнап жатса, офлайндағы оқушылар шапалақтап, онлайндағы оқушылар осындай бір кері байланыс беріп отырсаңыздар. Хорошо? Давайте бір тексеріп жіберейік. Сабақтың соңында сіздерге сонымен қатар бонустар беріледі. Ол бізде Қазақстанның пайдалы қазбалары PDF-ка, Қазақстанның ішкі сулары PDF файл, барлығы кесте түрінде беріледі. Бүгінгі тақырыптан тыс бөлек, иә. Қазақстанның ғалымдары PDF файл және үй жұмысына сіздерге тағы да бір бүгінгідей практикалық жұмыста жасаған авторлық нұсқамыздың екінші бөлімі беріледі. Үйде өздеріңіз оны жасайсыздар, ұпайларыңызды шығарасыздар және мүмкін келесі аптада оны YouTube-та, трансляцияда тағы да оны бір қайталап шығамыз. Хорошо? Эфир барысында бізде конкурс болады, сабақтың барысында конкурс болады. Эфир барысында қызықты жерлерді суретке түсіріп, офлайндағы оқушылар, онлайндағы оқушылар суретке түсіріп, инстаға салып, мені репост жасасаңыздар, бізде бір кішігірім приздар болады. Ең үздік және ең креативті пікір деген жарыс болады. Бұл жерде бізде 5 оқушыға біз ертең өзімнің авторлық ЖБ40 курсына 30% жеңілдік беріледі. Сол себепті эфир барысында телефондарыңызды жаңағы алып, суретке түсіріп, репост жасасаңыздар болады Инстаграмға. Бүгінгі сабақта не болады? Бүгін біз сіздермен наурыз ұбт-сын қорытындылаймыз. Негізгі грант ұбт туралы ақпарат береміз, авторлық нұсқа талдаймыз. Эфир барысында конкурс болады, авторлық курс жайлы ақпарат беріледі және астаналықтар бізде фуршет және кішігірім жаңағы ауыз бекіткен оқушыларға ауызашар жасаймыз. Және фотосессия және ойындар эфирдің соңында болады. Хорошо? Сабақтың соңында. Кеттік. Дайынсыздар ма? Бір белгі берсеңіздер. Онлайндағы оқушылар тоже. Все хорошо. Кеттік. Бірінші бөлім. Наурыз ұбт-сын қорытындысы. Барлықтарыңыз тапсырдыңыздар? Тапсырмаған оқушылар бар ма? Тапсырмаған оқушылар чатқа жазып жіберіңіздер. Тапсырмаған оқушылар, екі ғана оқушы тапсырмапты, иә? Өздеріңіз көрдіңіздер, жақында тест орталығы бізде осы наурыздың қорытындысын шығарды. Мен әдеттегідей оны қаңтардың жаңағы көрсеткішімен салыстырамын, иә? Қаңтарда бізде көрсеткіш орташа ұпай Қазақстан бойынша 76 болды, иә? Наурызда бұл көрсеткіш 70-ке дейін түсті. Және ең максималды ұпай 139 болса, Қазақстандағы наурыздық көрсеткіш ол жерде 136-ға дейін төмендеді, иә? Және де шекті ұпайлардың жинаған сандарын да қарасаңыздар, проценттік көрсеткіш бойынша 5%-ке кеміді, иә? Қатысқан оқушылардың да саны аз болды. Неге деп ойлайсыздар?
онлайндағы оқушылар чатқа жазып жіберсеңіздер, офлайндағы оқушылар неге бұл көрсеткіш төмендеді? То есть керісінше дайындық қосымша 2 ай берілді ғой. Неге оқушылар жақсы дайындалудың орнында осындай нәтиже көрсетті? Қаңтарда слив көп болды. Тағы да. Наурызда, возможно, расслабились. Тағы да, кімде қандай теория бар? Кім қалай ойлайды? Неге орташа ұпай Қазақстан бойынша түсіп кетті? Керісінше болу керек болды ғой. 2 ай қосымша адамдар дайындалу керек болды. Жаңағы 2 айдың ішінде ол қосымша тағы да тақырыптарды өтті, но Қазақстан бойынша осындай көрсеткіш. Өкінішке орай. Неге? Орын саны аз болды. Дұрыс айтасыздар. Слив болмады. Ең бірінші жаңағы жауап слив болмады. Дұрыс айтасыздар. Қаңтарда өздеріңіз көрдіңіздер, иә? Әсіресе соңғы мына бір аптаның ішінде қайталанып келген нұсқалардың саны көп болды. Ал наурызда тест орталығы керісінше не істеді? Жаңағы біріншіден өтілетін мерзім 2 аптаға дейін қысқарды, иә? 2 аптаға қысқарғандықтан не болады? Нұсқалардың саны көбейеді. Нұсқалардың саны көбейгендіктен әрине оқушыларға слив келмейді. Сол себепті оқушылардың деңгейі аз болды. Яғни қалай болды міне, қараңыздар. Орташа көрсеткіш бойынша. Міне мынау жалпы қатысқан оқушылардың саны. Мына жерде сіздерде осы жалпы математика география бағыты бойынша, география биология бағыты бойынша, география ағылшын бағыты және география дүниежүзі тарих бойынша біз нәтижелерді көре аламыз, иә? Қаңтарда қанша оқушы қатысты және наурызда қанша оқушы қатысты. Және олардың нелерін көре аламыз? Орташа ұпайларын көре аламыз. Егер, мысалы үшін, математика география бағыты бойынша Қазақстанда 138 рекорд болатын болса, наурызда 133. То есть бұл дәл сол оқушылар қатысады. Курстағы оқушылар да болсын, курстағы емес оқушылар да болсын, нәтиже төмен болады. Біздің де мысалы үшін шыны керек, орташа ұпайымыз кішігірім түсіп кеткен, иә? Себебі оқушылар тағы да айтайын, жаңа сұрақтар келді, иә? Өздеріңіз көрдіңіздер, иә? Әсіресе тағы да қайталаймын, соңғы 3-4 күннің ішінде ескі форматтағы сұрақтар келіп жатты, иә? Апелляциядан жеңіп алған ұпайлар бар ма араларыңызда? Апелляцияға бергендеріңіз бар ма жалпы? Хорошо. Жеңіп алған ұпайлар бар ма? Апелляция бойынша. Жоқ екен, иә? Апелляцияға беру қажет. Осы уже наурыздан бастап, бірінші бұтыдан бастап апелляция беруге үйреніңіздер. Орташа ұпай түсті, оны көрдіңіздер. Оқушылардың саны аз болды, оны көрдіңіздер. База сұрақтары жаңағы ауысқан сіздер көрдіңіздер. Бір айдың тапсырудың орнына 2 аптаға дейін қысқарды, плюс еще мейрамдар болды. Таза 10-12 күн ішінде ғана оқушылар ұбытын тапсырып шықты, иә? Наурыз нәтижесі, мен ойымша, ол сендердің дәл қазіргі нәтижелерін. То есть қазіргі деңгейлердің нәтижелерін. 70 болса 70, 90 болса 90, 100 болса 100, 110 болса 110. Иә? Сол себепті сәуір айын өте жаңағы тиімді, мен айттым, иә, жаңа тиімді, продуктивті өткізу керек. Иә? Ал мамыр кезінде оның барлығын сіздер не істейсіздер? Қайталайсыздар. Наурыз ұбыты базасы, грант ұбыты базасымен, яғни наурызда келген сұрақтардың түрі негізгі мамыр мен маусымда келетін ұбытының сұрақтарына өте ұқсас. Оны сіздер бұйырса мамыр айында көресіздер. Қаңтардағы келген сұрақтардың санын өздеріңіз көрдіңіздер, ол былтырғы жылғы маусымда, тамызда келген сұрақтар. Қаңтарды да наурызды да тапсырып көрген оқушылар оны байқаған шығар. Ал наурыздағы ұбыты базасы максималды түрде сіздердің жаңағы негізгі ұбытыларыңызға өте ұқсас болады. Негізгі грант ұбыты туралы ақпарат, иә? Негізгі ұбыты дейміз, немесе грант ұбыты туралы дейміз, иә? Грант ұбытысы, негізгі ұбыты бізде 2 рет болады, иә? Жақын арада Инстаграм парақшама мен кішігірім әзілдеп жазған болатын, иә? 1 рет қана болады деп оқушылардың көбісі сеніп, тіптен жаңағы тест орталығына дейін жеткен болатын ол мәлімет. Онлайндағы оқушылар, офлайндағы оқушылар грант ұбытысы биыл 2 рет болады. Иә? Таза 2 рет болады, 2 рет тапсырасыздар, 2 ретте тегін болады. Наурыз ұбытысы, қаңтар ұбытысы ақылы болғанымен, негізгі ұбыты, грант ұбытысы бізде тегін болады. Тіркелу, мысалы үшін, былтыр сәуір айының соңында басталған болады, 28 басталды. Биыл тоже сол 20-сынан кейін басталады. Сол себепті қазірден бастап уже ойлаңыздар, қай күнге тіркелесіздер, қай күндері сіздерде мектепте жаңағы экзамендер, емтихандар болады, иә? Соның барлығын қазірден бастап ойластырып, бірінші ұбытын, екінші ұбытын күнін ойластыру қажет болады. Өткізілу мерзімі мына жерде қараңыздар, былтырғы жылғы ақпарат. Былтыр бізде 16 мамыр және 5 шілде аралығында болатын. Енді жақын арада өзгерістер болып қалмаса, осы даталар қалу қажет. Жақында мен тест орталығына запрос жібердім. Былтырғы жылғыдан өзгерістер болмайды деген мәлімдеме жіберген болады. Сол себепті 16 мамырдан 5 шілдеге дейін аралықта 2 ұбытыны тапсырасыздар аманшылық болса. Бірден, енді сіздердің бірден жаңағы сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін, иә? Бірден 2 ұбытыға тіркелеміз бе?
осындай сұрақтар келеді, иә. Былтыр мысалы үшін 28-і басталған кезде екі ұбт-ға тіркелу мерзімі бірден болған жоқ, арасына 2 апта салып болатын. Сол себепті бірден, скорее всего, тіркелмейсіздер. Бұл сұрақтың жауабы әлі толық емес. Жақын арада, бүгін міне 8-і, 2 аптаның ішінде сіздерге нақты жауап шығады. Сол себепті жаңағы тест орталығының парақшасына, біздің Instagram парақшаларымызға, Telegram каналға тіркеліп қойыңыздар, сол жерде актуалды ақпараттың барлығын жібереді. Екі ұбт-да әртүрлі таңдау пәндерін таңдай аламыз ба? Мысалы үшін андай ойлайды кейбіреулер, мен бірінші ұбт-да геомат тапсырамын, ал екіншісінде геоағылшын тапсыруға болады ма? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, иә, осыны жаттап алыңыздар. Әсіресе кімде жаңағы IELTS бар, немесе таңдау пәндерін жаңағы ауыстырғысы келеді. Былтырғы жылдан бастап осындай өзгерістер ауысты. То есть екі ұбт-да да бірдей бейіндік пәндер тапсырасыздар. География, математика болды ма? География, математиканы тапсырасыздар 2 ретте. Ал жаңағы қаңтарда, наурызда ондай жаңағыдай мүмкіндік болушы еді. То есть жаңағыдай басқа пәндерді таңдауға. Мысалы үшін осыған дейін 21 жылға дейін тіптен 4 ұбт болды ғой, 5 ұбт болды, иә, тамызбен қоса. 5-еуінде 5 түрлі комбинацияны таңдауға болушы еді. Олай әрине ешкімге кеңес бермеймін. Сол себепті қазір уже, мен ойымша, ешкім таңдау пәндерін ауыстырмайды. Сол себепті сол таңдау пәндерін таңдадыңыздар ма, дайындықты сол таңдау пәндері бойынша жалғастырыңыздар. Екі ұбт аралығында шектеу бар ма? Былтырғы жылғы ұбт-ның көрсеткіштерімен салыстырайын, шектеу болмады былтыр. Биыл қалай болатынын тоже жаңағы 2 аптаның ішінде білеміз, но аралықта айтарлықтай шектеу болмайтын шығар, мен ойымша. Иә, оны жақында тоже білетін боламыз. Шектеу дегеніміз, түсіндіңіздер ғой, нені айтып отырғанын. То есть бірінші ұбт-ға, мысалы үшін, 16 мамыр және 7 маусым деп аралық қойып тастауы мүмкін. Но оны жаңағы техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету өте қиын, себебі сіздерде бірінші және нешесі 12-сі ме, 14-і ме? Маусым. Маусым аралықтарында сіздерде не болады? Жаңағы госэкзамендеріңіз болады. Сол себепті жаңағыдай оны іске асыру өте қиын. Түсінікті ғой, иә? Сол себепті жаңағыдай 2 ұбт аралығында шектеу болмаса, сіздерге жақсы. Шектеу болса, мүмкін жаңағыдай дайындалып үлгермей қалған оқушыларға бұл минус болып тұрады. Қай уақыт аралығында тіркелген дұрыс? Кім қалай ойлайды? Бұл жерде де тікелей жауап жоқ. 2 апта дейді. То есть бұл жерде, еще мына жаңағы сұрақтың жауабы, иә, 2 аралық апта шектеу болмайды. Былтыр болған жоқ, алдыңғы жылы болды, оны алып тастады. Қай уақыт аралығынан тіркелеміз деп отырсыздар? Кім қалай ойластырып жатыр? Онлайндағы оқушылар, офлайндағы оқушылар кім қалай ойластырып жатыр? Айтыңыздаршы. 19-шы не? Мамыр, маусым? Мамыр, 19-шы мамыр дейді мына жақта. Кімдер? Сіздер қалай ойлап отырсыздар? Қыздар, ау? 19-шы мамыр дейді. Дальше? Сіздер, ұлдар, қыздар? Ойластырдыңыздар ма, или вообще ойлаған жоқсыздар ма? Ертең қараңыздар, осы сұраққа қазірден бастап жауап іздеңіздер, себебі ертең тіркелу басталған кезде жаңағыдай паника басталады, иә? Мысалы үшін осы жолда паника болды, иә? Себебі аяқ астынан айтты, 2 апта болады деді. Оқушылар там тіркеліп үлгерді, тіркеліп үлгермеген оқушылар болды. Астанада еще не болды бізде? Орын ауыстырып тастады, иә? Тіркеліп алмай қалған біраз оқушы болды. Сол себепті мына сұрақтың жауабын ертерек жауап беріңіздер, хорошо? Мына жақта уже жазып жатыр бізде, ойламадық дейді. Вот соны ойластырып қойыңыздар. Барлықтарыңызға айтамын. Жеке мен өзім оқушыларыма кеңес беремін. Негізгі бірінші ұбт-ны жаңағы 1 маусымға дейін тапсырып тастаңыздар. Неге? Қалай ойлайсыздар, неге? Госэкзамен, дұрыс айтасыздар. Ең бірінші сіздерді қараңыздар. Ертең 4-ші тоқсан басталған кезде мектептегі директорларыңыз, завучтарыңыз не деп бастайды? Бізге сіздердің ұбт-ларыңыз маңызды емес деген сөзбен шығады. 4-ші тоқсан басталады. Сіздерге не деп айтады? Ұбт маңызды емес, біздің госэкзаменімізге дайындық басталады деп айтады. Сол кезде сіздерге қосымша мектептегі қосымшалар қояды, басқа да факультативтер қоя бастайды, сіздердің жаңағы негізгі курстарыңызға, дайындықтарыңызға кері әсерін тигізеді. Сол себепті менің ойымша жеке кеңесім бірінші ұбт-ны 1 маусымға дейін тапсырып тастаңыздар. Жеке кеңесім. Тағы да қайталаймын, ешкім там принуждать етпеймін. Жеке кеңесім 1 маусымға. Неге? Себебі жаңағы 1 және 12-сі, 1 және 14-ші маусым аралығында госэкзамен болады. Ары қарай сіздерге жаңағы салтанатты табыстау аттестациясы, сосын кейбіреулерінде выпускной басталады. Оның аралығына жаңағы ұбт-ның біріншісін қосу, енді тиімсіз деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз жан-жақта жүреді. ұбт болады ма, мектеп емтиханы болады ма, выпускной болады ма, көйлек алу болады ма? То есть сондай ойлармен жүресіздер. Сол ойлардан арылу үшін 1 маусымға дейін 16-сы бастала ма? 19-ы, 20-шы маусым, 25-ші маусым
25-нен кейін тапсырмай ақ қойыңыздар, потому что соңғы жаңағы 5 күн ішінде сіздер жаңағы вальс болады, анау болады, мектепте дайындық болады, соңғы қоңырауға дайындық. Сол себепті оптимально 16 мен 25 аралығында тапсырып тастаңыздар. Менің кеңесім. Хорошо, мен сіздерге құпия ақпарат айтып отырған жоқпын. Ол күндері қандай сұрақтар келетінін мен білмеймін, но солай тапсырғандарыңыз кеңес беремін. Но 2 бұтында, мысалы үшін бізде былтырғы жылы курста мындай оқушылар болды. 28 маусым тапсырады, 2 бұтыны 29 маусым тапсырады. Ондай да болады. То есть өте өзіне сенімді оқушылар 2 күн қатарынан тапсырады. Или арасына 3-4 күн ғана перерыв қояды. 28 маусым тапсырды, 4 шілде тапсырған оқушылар болды. Дайындықтарыңызға байланысты. Сұрақтың нақты ответі жоқ, ол сіздердің дайындықтарыңызға байланысты. Кімде мысалы үшін дайындықты енді бастап жатыр, то есть паникада таңдау пәндерін ауыстырған оқушылар бар, керісінше немесе өзіне кішігірім сенімсіз болған оқушылар бар, соларға сондай кеңес беремін. 15 маусым, 30 маусым аралығында 2 бұтын тапсырып тұрсаңыздар, немесе 15-30 маусым аралығында жаңағы мектептеріңіздегі жұмыстарыңыздың барлығы біткеннен кейін фокусты ұстайсыздар 1 бұтыға, және 15-30 маусым аралығында, және 1-5 шілде аралығында тапсыруға болады. Енді тағы да қайталаймын, бұл сұрақтың жауабын сіздер өздеріңіз табасыздар. Хорошо? Әркім индивидуал, әркімнің дайындығы әртүрлі. Кеттік енді. Авторлық нұсқаға көштік. Түсінікті болды ғой, Енді маңызды дейді, мына жақта тоже оқушылар бізде өте белсенді. Онлайндағы оқушылар, мен сіздің барлықтарыңызды көріп отырмын. Чатқа жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Кеттік. Авторлық нұсқа. Қыздарылдар, Астанадағы оқушылар, сіздердің алдарыңызда разработчик материал берілген. Нұсқаны қазір 50-40 минуттың ішінде бірге талдаймыз. Хорошо? Кеттік. Дайынсыздар ма? Кеттік. Давайте. Кім алдыға бастапқы сұрақтарын шығарып қойды? Бізбен бірге тіркеліп қарап отырыңыздар. Хорошо? Кеттік. Сабақ барысында қазір бір нұсқа талдаймыз, сосын сіздерге үй тапсырмасы ретінде тағы да бір осындай авторлық нұсқа жіберіледі. Барлық біздің нұсқаларымыз, мен өзім жасаған нұсқалар, ұбт-да келу ықтималдылығы, білмеймін, 5-10% шығар, 20% шығар, тоже білмеймін, мен көріп келемеспін. Но мен тестологияны өткен болатынмын, тест құрастыру бойынша менде өзім сертификатым бар, және барлық сұрақтардың толығы ұбт-ның тест спецификациясы, тест жоспары негізінде жасалынған. То есть қарап отырсаңыздар, географиялық зерттеу әдістері тақырыбы бойынша 1 сұрақ, картография, геоинформатика бойынша 3 сұрақ, физикалық география бойынша сұрақтарды қазір көресіздер 12 сұрақ, геоэкономика бойынша 8, елтану бойынша 6 сұрақ, және жаңағы контекст негізінде бізде 5 сұрақ бар. Кеттік, бірінші сұрақ. Онлайндағы оқушылар, кеттік тоже, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік, бірінші сұрақ. Геодезия дамуына елеулі үлес қосқан хорезмдік ғалым. Сіздер уже бұл сұраққа жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Аль-Бируни. Міне, бірінші сұрақ бізде, қараңыздар, бірінші және 10-шы сұрақ бізде постоянно А деңгейлі болады. Ол 100%. То есть оңай сұрақтар келеді. Бірінші сұрақтың жауабы Аль-Бируни. Дұрыс айтасыздар. Аль-Бируни. Екінші сұрақ, кеттік. Қоғамдық географиялық карталар. Екінші сұрақ бізде карта және геоинформатика бөлімінен келеді. Және бұл да бізде А деңгейлі сұрақтар. Қоғамдық географиялық карта. Бұл тақырыптық карта бөлімінен алынған сұрақ. Тақырыптық карталар бізде қоғамдық географиялық және физикалық географиялық деп бөлінеді. Бұл жерде сіздерде гидрологиялық, саяси, мұхиттану, климаттық деген карталар түрлері көрсетілген. Қоғамдық географиялық карталар дегеніміз тікелей қоғаммен, жаңағы біздің социуммен тікелей байланысты. Бұл жердегі гидрология, гидро нені? Суды зерттейтін ғылым, мұхиттану, океанология немесе, мұхиттарды зерттейтін ғылым, және климаттық, ол бізде климатология, климатты зерттейтін ғылым. Бұл жердегі жауап саяси карта. Саяси картада қандай өзгерістер болады? Чатқа жазыңыздар. Саяси карталарда не көрсетіледі? Мемлекеттердің шекарасы тағда, астаналары тағда, аумақтары тағда. Кіші мемлекеттерді немен көрсетеді? Сандармен көрсетеді, дұрыс айтасыздар. Және бұл жерде қандай картографиялық бейнелеудің түрі қолданылады? Сапалық фон. Молодец. Кім айтты? Молодец. Сапалық фон әдісі немесе фон құраушы әдіс қолданылады. Кеттік үшінші сұрақ. Үлгеріп отырсыздар ма? Мына жақта чатты жауап жасадыңыздар ғой деймін, Окей, кеттік. Үшінші сұрақ. Жер массасының литосфера, физикалық география бөлімі, жер массасының 67%-ын
құрайтын ғаламшардың ең ірі бөлігі мантия. Мантия бойынша қосымша мәліметтер жазамыз, айтамыз. Кеттік. Мантия болды жауап. Дальше. Мантия бойынша не айтасыздар? Қалдығы 2900 километр, радиус 2900 километр деп келеді. Латын тіліне аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Жамылғы. Дальше. Қалай? Хорошо. Қандай екі бөлігі бар? Ішкі сыртқы ядро. Жоғарғы және төменгі мантия деген түрлері бар. Тағда? Қандай сұрақ? Жердің ең ірі бөлігі ретінде келуі мүмкін. Мына жерде фактологиялық сұрақ келді. Иә, 67%. Сұрақтың ішінде келіп тұр. Сұрақтың жауабы ретінде емес. Төртінші сұрақ. Тоже бізде атмосфера тақырыбы бойынша тура және шашыранды радиациясының қосындысы. Климат тақырыбы. Климат тақырыбы, иә, атмосфера. Жалпы радиация дегеніміз не? Осы сөзден бастайық, иә? Күн сәулесінен түсетін жылу, радиоактивті дегенді айтпа. Жылу, немесе энергия, немесе қуат дейміз, иә? Физиктер оны қуат деп айтады, иә? Күннен түсетін жылу, сәулелі қуат, энергия деп айтамыз, иә? Радиацияның қандай түрлері бар? Радиация жалпы бұл жаман сөз емес, иә? Қандай түрлері бар? Тура, шашыранды, потом жұтылған және шағылысқан және жиынтық радиациясы бар. Осының ішінде тура және шашыранды радиацияның қосындысы бұл жиынтық радиация дегенді білдіреді. Хорошо. Ал жұтылған радиация дегеніміз не? Жұтылған радиация. Кім айтты? Я? Сіңген, жерге, топыраққа сіңіп кеткен радиацияның түрі. Альбедо деген қандай құбылыс? Кері шағылысу құбылысы. Тағда ал шағылысқан радиация? Кеттік айтамыз. Шағылысқан радиация. Құмға, қарға, топыраққа, жерге сіңіп кеткен радиацияның түрі. Кеттік. Бесінші сұрақ. Суретте ерекше қызыл түспен көрсетілген түбек. Лабрадор түбегі. Бұл жерде жауаптар дистракторларды қарасаңыздар. Юкатан, Флорида, Аляска барлығы қай материкте? Солтүстік Америка материгінде орналасқан. Лабрадор түбегі. Жақсы, не білесіздер лабрадор түбегі бойынша? Ескі базада келетін сұрақтар бар бұл жерде. Чатта ашып жіберсеңіздер, оқушылар не деп жатыр мына жақта? Лабрадор түбегі дейді, қызыл түспен. Қараңыздар, осы жерде қызыл түспен деген кілт сөз. Себебі мындай сұрақ болатын болса, суретте ерекше түспен көрсетілген түбек десе, қай түбекті де көрсетуге болушы еді бұл жерде? Алясканы да көрсетіп, апелляцияға ұпай алуға болушы еді. Себебі мына жерде қараңыздар. Міне қараңыздар. Примерно мына сұрағы жоқ болсын, Суретте ерекше түспен көрсетілген. Мына жерде мынау да ерекше түс болатын шығар, Сол себепті мына кілт сөзге қараңыздар. Қызыл түбек деп тұр. Ал қызыл мен, дальтоник болмасаңыздар, мынау көрініп тұр, лабрадор түбек екен. Ал мынау қандай арал? Ньюфаундленд аралдары. Молодцы. Кеттік. Бұл географиялық номенклатура, яғни карта бойынша келетін сұрақ. Карта бойынша сұрақтар бізде қандай тақырыптардан келеді? Литосфера және гидросфера тақырыптары. Яғни түбектер, шығанақтар, ағыстар, бұғаздар, жаңағы ойпаттар, қыраттар, сүрттер, таулар деген сұрақтар келуі мүмкін. Сол себепті физикалық география бөлімінде карталарды білу маңызды. Яғни номенклатураны білу маңызды. Номенклатураны жаттадыңыздар. Хорошо? Обязательно. Кеттік. Биосфера ұғымын енгізген дейді. Биосфера ұғымын ғылымға енгізген австриялық геолог ғалым. Австриялық геолог ғалым кілт сөз. Кез келген сұрақты қарастырған кезде оның ішіндегі кілт сөзді қарау керек. Мына жерде кілт сөз биосфера ұғымын зерттеген австриялық геолог ғалым. Мына жерде Эдвард Зюс, Александр фон Гумбольдт, Вернадскийдің есімі Владимир, қателеспесем, ал Докучаевтың есімі Василий. Соңғы екеуі орыс. Гумбольдт не істеді? Салыстырмалы географиялық теориясын ұсынған. Мына жақта Вернадский бізде не істеді? Вернадский бізде ноосфера ғылымынан енгізді, ал Василий Докучаев 19 ғасырдың 80 жылдары топырақтану ғылымын айтқан болатын. Яғни бұл жерде жауап бізде Зюс деген ғалым болады. Кеттік, 7-ші сұрақ. 7-ші сұрақтың жауабы. Зерттелетін аумақта тұрақты, жақшаның ішінде жылып тұр, 6 айдан артық өмір сүріп жатқан тұрғындар. Бұл бізде халық географиясы. Халық географиясы сіздер 7-8 сыныпта өттіңіздер. Халық географиясы немесе әлеуметтік география. А деңгейлі сұрақ. Сұрақтың ішінде тұр бұл жерде көмекші сөз, ол тұрақты халық. Тұрақты халық дегеніміз аты айтып тұр,
жергілікті жерде 6 айдан астам өмір сүретін халық. Ал бұл жерде бізде тағы да не бар? Нақты халық деген түсінік бар. Нақты халық деген түсінік бар. Нақты халық дегеніміз кімдер ол? Нақты дегеніміз тұрақты және уақытша келіп жүрген халықтар. Ал заңды тіркелген халық, жаңағы айтады, жаңағы заңды түрде, официально жаңағы соңға барып, тіркеліп, өзінің адресін алған тұрғылықты жергілікті халық. Үшеуін шатастырмаңыздар. Бірінші жауап ол бірінші қате дистрактор, уақытша халық деген. Ондай түсінік жоқ. Түсінік ма? Тікелей термин жоқ ол жерде. Так, онлайндағы оқушылар не деп жатыр бұл жақта? Тұрақты халық деп жатыр. Молодцы. 6 айдан артық. Молодцы, кеттік. Сегізінші сұрақ тоже А деңгейлі. Қараңыздар, алғашқы 10 сұраққа максимально дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Себебі бұл жерде 10 сұрақ А деңгейлі болады. Синтетикалық смола және пластмасса шығаратын зауыт орналасқан қала. Қазақстанның өнеркәсібі, химия өнеркәсібі бойынша келетін сұрақ. Ау? Атырау, Астана, Ақтау және Алматы. Так, кеттік. Онлайндағы оқушылар бізде дұрыс жауап беріп жатыр. Қараңыздар, бұл жерде пластмасса зауыты бізде Атырауда да бар, Ақтауда да бар. Бірақ синтетикалық смола деп тұр бұл жерде. Бұл көмекші сөз. Көрдіңіздер, бұл негізі бұл деңгейлі сұрақ. Мен Аға қостым. И дистракторлардың барлық қарап тұрсаңыздар А деген жауаптан кетті. Астана мен Алматы тікелей жауап болмайды. Оны сіздермен білеміз. Химия өнеркәсібін өттік. Жауап. Жаңа ғана айттым ғой, Атырауда емес деп. Ақтау, жазып алыңыздар сұрақтың. Ақтау болады. Ақтау, жазып алыңыздар, химия. Кеттік 9-шы сұрақ. Еуропадағы федерация. Федерация дегеніміз не? Бірінші соған жауап берейік. Ау? Қалай? Заң екі жақтан шығады. Заңға тікелей қатысы жоқ, но дұрыс ойлап жатсыздар. Мемлекеттер бізде қалай бөлінеді? Біз недавно өттік. ГК 2-мен ба? Монархия, республика ол не? Монархия, республика ол басқару формасы. Ал әкімшілік аумақтық құрылымы бойынша мемлекеттер бөлінеді екіге. Қандай? Унитарлы және федерациялы. Федерациялардың саны қанша бізде? 27 федерация. Монархияның саны? 29. 27-нің тізімін толық жаттау қажет. Енді 195 мемлекет бар. 27-сін жаттаған ыңғайлы, қалған 160-нан көрі. Сол себепті 27 федерацияны және 29 монархия мемлекеттің 8-ші класса тізімі бар. Қажет болса телеграмнан да жіберейін жақында. Солардың тізімін жаттап алыңыздар. 27 федерация. Әсіресе қандай дүние бөлігінде федерация мемлекеттер көп. Америка дүние бөлігі. ақш, Мексика, Канада, Бразилия, жаңағы Венесуэла, Аргентина, барлығы федерация. 27 федерацияның тізімін жазып алыңыздар. Қосымша өздеріңізге блокнот алып отырсыздар ғой. Жаттайтын нәрсенің ішіне жазып алыңыздар. Федерацияны жаттау қажет. Толыққанды білмейді екенсіздер. Федерация 27, монархия 29 жаттаңыздар. Тізімін жаңағы чатта отырсыздар ғой, барлықтарыңыз. Тізімін давайте чатқа жіберейін, хорошо? Ал бұл сұрақтың жауабы Бельгия. Бельгия федерациясы. Молодцы. Молодцы, кеттік. 10-шы сұрақ. Мемлекет аумағының құрлық бөлігінің табиғи немесе техногендік жолмен ұлғаюы. Термин сұрақтар келді. Кеттік. Монархия 29, федерация 27, дұрыс айтасыздар. Қараңыздар, бұл тоже мемлекеттік шекараға байланысты сұрақтар. Жақында тоже өткен болатынбыз. Мадина? Делимитация, аккреция, цессия, адюдикция, не бар тағы? Демаркация деген түсініктер бар. Барлығы неге байланысты? Саяси емес. Мемлекеттік шекара деген тақырыпты өткен болатынбыз, Мемлекеттік шекара тақырыбына байланысты. Кеттік, делимитация, кім айтады, не? Мемлекеттік шекараларды заңды тұрғылда анықтау. То есть келісім сөздер жүргізу. Дальше. Аккреция дегеніміз не? Аккреция дегеніміз как раз осы құрлық бөлігінің табиғи және техногендік жолмен ұлғаюы. Қандай мемлекеттер жатады аккрецияға? Кеттік чатқа жазамыз. Нидерланды, дальше. Сингапур және қай Корея? Оңтүстік Корея және Парсы шығанағындағы біраз мемлекеттер. Біріккен Араб Әмірлігін қараңыздар, Катарды қараңыздар, Кувейт пен Катарды қараңыздар. Бұл мемлекеттер не істейді? Жаңағы өзінің территориясын, жаңағы жасанды құммен не істейді? Жаңағы әлем чемпионаты көрдіңіздер ме? Футболдан көрдіңіздер,
искусственный жаңағы қолдан жасалған аралдар жасап жатыр. То есть жаңағы ғылымның жаңағы жеткен жері осы, иә. Аккреция бізде табиғи жолмен ұлғаю. Адюдикция дегеніміз не? Заңмен шекараларды не істеу? Заңмен шекараларды, немесе заңмен, немесе сот арқылы, сот шешіммен спорный территорияларды не істеу? Бөлу. Және цессия дегеніміз айырбастау және сату, сыйға беру. Молодцы. Цессияға мысалды келтірген болатыныз. Қай жылы? Мың 1867 елдер, молодец. 1867 жылы Аляска не істейді? Алясканы кім сатып алады? ақш Ресейден сатып алады. Молодцы. 10 сұрақ кетті. Алғашқы бізде А деңгейлі 10 сұрағымыз кетті. Неше ұпай жинадыңыздар? Санап отырыңыздар. Жалпы санап отырыңыздар. Примерно қанша ұпай жинайшы едіңіздер? Санап отырыңыздар, хорошо? Өздеріңіздің деңгейлеріңізді білу үшін. Кеттік. 11 сұрақ. 11 сұрақтан бастап бізде қандай сұрақтар кетеді? Б деңгейлі сұрақтар кетеді. Сұрақ кеттік. Жауап көріп қойдыңыздар. Францияның Куру ғарыш айлағынан ұшырылатын мүмкіндігі орташа деңгейдегі жерсерік. Жерсерік дегеніміз не? Орысша? Спутник. Хорошо. Жалпы Қазақстанның 2 жерсерік бар. Ну, ладно, жауапты көріп қойдыңыздар. 2 жерсерік бар. Бұл жерде кілт сөз қандай? Ау? Орташа деңгейдегі. Бізде күші, қараңыздар, мүмкіндігі өте жоғары деңгейдегі каз еосат 1, ал мүмкіндігі орташа деңгейдегі каз еосат 2. Онлайндағы оқушылардың да көбісі дұрыс жауап бермей жатыр. Каз еосат 2-ні жазып алыңыздар. Францияның Куру деген ғарыш айлағынан ұшатын қазақстандық жерсерік. Ал оны Қазақстанда зерттейтін жаңағы орталық қалай аталады? Казсат деп аталады, молодцы. Кеттік 12-ші сұрақ. 12-ші сұрақ дальше бізде тоже гидросфера бойынша. Көрініп тұр ғой, мына жерде. Сіздердің қолдарыңызда бар. Онлайндағы оқушылар тоже көріп отырған шығар деп ойлаймын. Суретте ерекше қызыл түспен, тоже көріп тұрсыздар, ерекше қызыл түспен көрсетілген арал. Ал кім айтады? Қалай? Мына жақта? Қалай жауап бердіңіздер? Қалай жауап бердіңіз? Калимантан, сіздер? Қалай жауап бердіңіздер? Индонезияның аралдары. Жауап бермедіңіз? Қалай жауап беруші едіңіз? Осындай ұбыты сұрақты келсе? Ұлжан? Номенклатура жаттау керек. Ұлдар? Номенклатура. 2-ші сұрақ номенклатура. Мына жақта? Оқушылар? Бір сөзбен? Калимантан. Мына жақта? Калимантан. Басқа жауапты кім ойлайды? Сулавеси дейді. Суматра дейді. Хорошо, бұл жерде дұрыс айтасыздар. Калимантан жер шарындағы ауданы жөнінен 3-ші орындағы арал, Индонезия аралдарының ішіндегі ең ірісі. Иә? Индонезия аралдарының ішіндегі ең ірісі Малайзия және Бруней мемлекеттері орналасқан. Суматра емес, Сулавеси емес, Явада емес. Бұл жердегі көрсетілген ол Калимантан арал. Кеттік. Так, үлгеріп жатсыздар ма? Үлгеріп жатсыздар ғой, ме? Хорошо. Тез емес па? Қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, сұраңыздар. Кеттік. Дүние жүзіндегі әскери бюджеті үлкен елдер. Милитаризм деп атайды, иә бұны? Милитари ағылшын тіліне аударғанда әскер деген мағына білдіреді. Қалай жауап береміз бұл жерде? ақш, Қытай және Ресей дейді. Дүние жүзіндегі именно жаңағы өзінің әскеріне өте көп ақша құртатын мемлекеттердің тобы. Б деңгейлі сұрақ. Хорошо? Жауап бердіңіздер? ақш, Қытай және Ресей болады. Келесі, герман тіл тобының халқы. Даниялықтар дейді. Кім басқаша ойлайды? Кім басқаша ойлайды, қыздар, ұлдар? Барлықтарыңыз Данияды белгіледіңіздер ма? Точно? Айнұр? Хорошо. Жақсы, қалған дистракторлармен жұмыс жасайық. Ирландықтар қандай тіл тобы? Қыздар, ұлдар? Кельт тіл тобы. Босниялықтар.
славян тектес және румындар, роман тектес. Дұрыс айтасыздар, бұл жерде жауап даниялықтар. Енді кеттік. Басқа герман тіл тобының қандай халықтар бар? Ана жерде экран бар. Мына жерде экран бар, көрінбесе, қыздар, мына жерден көріп отырсаңыздар болады. Герман тіл тобының халқы басқаша кімдер? Ағылшындар. Дальше. Австриялықтар. Дальше. Швециялықтар. Дальше. Норвегтер. Дальше. Голландықтар, американдықтар және ағылшындар тоже жатады. Тіл тобының ана кестесін көрдіңіздер ма? 7-ші сыныптан Атамұра баспасында кесте бар. Соны тоже сіздерге не істеу керек? Жаттап шығу қажет. 14-ші сұрақ бізде Б деңгейлі сұрақ. Б деңгейлі дегеніміз кішігірім ойлану қажет. А деңгейге мүмкін сіздер бірден жауап бересіздер, Б деңгейліге прям ойлану керек болады. Кеттік. 15-ші сұрақ тоже Б деңгейлі. Орташа деңгейдегі сұрақ. Вальдерстайнның моделі бойынша жартылай периферия аймағына жататын мемлекет. Хорошо, давайте басамыз. Вальдерстайн деген сіздер қай сыныпта оқыдыңыздар? Кстати, мына жерде 10-ші сынып оқушылар бар ма? Задроттар. Жоқ па? Жоқ, я? Хорошо. Келесі жыл қиналады олар. Вальдерстайн моделі бойынша геоэкономиканы зерттеген, геосаяси тұрғыдан зерттеген Вальдерстайн Эммануэль деген кісі геосаяси тұрғыдан аймақтарды нешеге бөлген? 3-ке бөлген. Қандай? Орталық, жартылай периферия және периферия деп бөлген болады. Дальше. Сонымен жауап қандай болды? Орталық аймақтарға қандай мемлекеттер жатады? Орталық аймақтарға. Үлкен жетілік елдер. Дальше. Жапония және Еуропа елдері жатады. Жартылай периферия, то есть негізгі экономикасы орталық мемлекеттерге тәуелді болатын аймақтар, ол ТМД елдері, жаңа индустриялы елдер, тағы да? Жоқ. Ирландия, Балқан түбек елдері, Португалия деп келеді кітапта, және оңтүстік шығыс Азия немесе жаңа индустриялық ел, бұл жерде жауап Таиланд болады. Ал қалған Лесото, Ауғанстан және Замбия қайда жатады? Периферия. Периферия дегеніміз орыс тіліне аударған кезде қандай мағынаны білдіреді? Ау? Шеткі деген мағынаны білдіреді. Шеткі. То есть ол мүлдем дамымай қалған жаңағы аудандардың тобы. Шеткі деген. Шеткі. Хорошо? Лесото қайда орналасқан? Африка нақты? Оңтүстік Африкада орналасқан. Ауғанстан Азияда. Дальше Замбия тоже Африкада орналасқан мемлекет. Б деңгейлі сұрақ. Кеттік ары қарай. 16. Сұрақтар күрделеніп жатыр. Так, онлайндағы оқушылар осы жерде сіздер ма? Бір белгі беріп қойсаңыздар. Хорошо, кеттік. Африканың теңізге шыға алмайтын мемлекеттер. Бұндай мемлекеттерді бізде басқаша қалай атайды? Ішкі континенттік немесе құрлықшылық немесе теңізге шыға алмайтын елдер тобы. Кеттік, бастаймыз. Неше мемлекет бар осы жерде? 44 мемлекеті бар. Соның ішінде Африкада 16, молодец. Оңтүстік Америкада? Екеуі қандай? Боливия және Парагвай. Бұл жерде жауаптармен жұмыс жасаймыз. Бірінші жауап Лесото, Свазиленд жата ма? Нақты Лесото мен Свазиленд сұрап отырмын. Сомалиді сұрап отырған жоқпын. Лесото, Свазиленд жатады, бірақ Сомали жатпайды, себебі Сомали бізде Африканың шығыс бөлігінде тұр. Д жауабын көрейік. Чад, Эфиопия және Судан. Қайсы жатпайды? Дұрыс емес. Судан жатпайды. Судан тікелей Қызыл теңізге шығады, иә? Судан шығады, ал оңтүстік Судан шықпайды. Қараңыздар, осы жерде мұқият болыңыздар. Бізде Судан 2011 жылы 2-ге бөлініп кеткен, иә? Мали, Нигер, Нигерия қайсы жатпайды? Нигерия жатпайды. Атлант мұхитының жағалауында орналасқан. Нигерия мемлекеті бойынша факт. Астана Сабуджа дейді. Даяна, молодец. Қайда оқисың? Хорошо. Нигерия бойынша факт. Кеттік. Айта беріңіздер. Африканы қайталап шығайық. Ау? Су жетіспейді, дұрыс айтады. Су тапшылығы. Дальше. Нигерияның 10 мен 11 сыныпта біраз өттіңіздер. 250 миллион халқы бар. Африканың халқы саны ең көп мемлекет. Дальше. Топ 10-ға кіреді, иә? Туу деңгейі көп. Дальше. Нигерияның қай қаласы ең лас қала? 12 қаласы, иә? Тағы да не айтасыздар? Нигерия қандай? Нені экспортқа шығарады?
Кедей ел дейді. Дальше ашаршылық 12 дейді. Дальше тез адам көбейеді, халық саны тығыз, мұсылман мемлекет дейді. Мына жақта айтып жатыр сіздерге, көмектесіп жатыр. Тағы да мұнай экспорттаушы қандай мемлекеттермен қоса? Алжир, Ливия мемлекеттерімен қоса. Қандай шығанақтың жағалауында орналасқан? Соңғы сұрақ. Гвинея шығанақ жағалауында, яғни Атлант мұхитының жағалауында орналасқан. Жауап бұл жерде Бурунди, Замбия және Зимбабве деген мемлекеттер. 16 мемлекетті толығымен жаттап алыңыздар. Жалпы олардың саны 44. Ең қиыны осы Африка бойынша 16 мемлекет. Қалғаны жаңағы Еуропаның мемлекеттері, Азияның мемлекеттері, соның ішінде ТМД мемлекеттері қатты қиын емес. Еуропадағы әсіресе микро мемлекеттер және орталық Еуропадағы мемлекеттер теңізге, мұхитқа тікелей шыға алмайды екен. Кеттік. Бізде С деңгейлі сұрақтар. С деңгейлі сұрақтар бізде 17-ші сұрақтан басталады. Қараңыздар. Өте мұқият болыңыздар. 17-ші, 18-ші, 19-ші, 20-ші, 17, 18, 19, 20. Төрт сұрақ бізде С деңгейлі. С деңгейлі дегеніміз кем дегенде жаңағы 3 рет ойлау керексіздер. Түсінікті ма? Немесе бұл андай параграфтың ішінде болады ғой, кестелер, жаңағыдай топ 10, топ 20, неше түрлі топтар болады ғой кестеде. Соның ішіне немесе қосымшаны көкпен жазылып тұрады ғой, соның ішінен алынады ондай сұрақтар. С деңгейлі. Осы сұрақтардан қатылады көбісі. Кеттік. Бұл жерде не дейді? Түрік моңғол тілінде суырлы тау деген мағынаны беретін тау. Қараңыздар, С деңгейлі сұрақ. Бұл жерде оңай емес. Кім қалай ойлайды? Давайте жауап берейік. Мына жақ Сауыр дейді. Мына жақ? Қыздар? Қалай белгіледіңіз? Әлі белгілемедіңіз, белгіленіздер. Қалай ойлайсыздар? Сауыр дейді мына жақ. Мына жақтар? Қыздар, давайте белсендірек. Сауыр. Алтай деген қандай мағынаны білдіреді? Алтай. Еліміздің қай жағымызда Алтай? Шығыс. А Сауыр Тарбағатай? Тоже шығыс. Тянь-Шань? Тянь-Шань оңтүстік шығыс, оңтүстік бөлігінде. Бетпақдала тоже оңтүстік бөлігінде, иә? Енді Алтай деген қандай мағынаны білдіреді? Алтау деген мағынаны білдіреді, дұрыс айтасыздар. Тянь-Шань, Тәңір шыңы, Аспантау деген Қытай тіліне аударғанда. Бетпақдала қандай? Бетпақ немесе жазық дала деген мағынаны білдіреді. Дұрыс айтасыздар. Сауыр таулары. Кеттік, осы жерде Сауыр таулары бойынша қосымша мәлімет айтайық. Қазақстан қандай тауларына жатады? Биік тауларына жатады. Дальше. Биік таулардың тобына жатады. Мыстау. Екі шыны бар, иә? Жалпы бізде Сауыр Тарбағатай деп атайды, иә? Қос сөзден тұрады. Яғни бұл бізде тау жүйесі. Сауыр және Тарбағатай. Қазақстан шығыс бөлігінде жатыр. Қытаймен шекаралас. Сауырдың биік нүктесі Мыстау, Тарбағатайдың биік нүктесі Тастау. Биіктіктерін кім айтады? Жоқ, ол Жетісуға кетіп қалдым. Қанша? 3816, дұрыс айтасыз. Бұл Сауырдікі, Тарбағатайдікі Тастау қанша? 2992, молодец. Алтайдың биік нүктесі? Тоже Мыстау, 4000? Жоқ, 4506. Басқа атауы, Елнұр? Белуха, молодец. Ресеймен шекарада орналасқан. И бұл жерде Тянь-Шаньның биік нүктесі? Хан Тәңірі, Хан Тенгри, иә? Биіктігі Қазақстанның ең биік нүктесі 6995, Қырғызстан мен Қытайдың шекарасында орналасқан. Кеттік. Жамбасына шаққандағы ең жоғары экологиялық ізі бар федерациялы мемлекет. То есть қараңыздар, С деңгейлі сұрақ. Жамбасына шаққан, қараңыздар. Өткенде кім болды? YouTube-та С деңгейлі сұрақтарды талқылағанбыз. Болдыңыздар ма? Қалай С деңгейлі талқылаймыз? Айтыңыздаршы. Мен кәдімгідей алгоритм айтқан болады. Маған қарамаңыздар пока. Ау? Не деп айтқанбыз? Жауаптармен жұмыс жасағанға көрі не істейсіздер? Ау? Кілт сөздер табамыз, одан басқа. Сұрақты екі рет оқимыз, ол түсінікті, ол прямандай 100% правила. Сұрақты екіге бөлесіздер. Бірінші, сіздер қандай сұраққа жауап беру керексіздер? Экологиялық ізі жоғары мемлекеттер. Топ 10 бар бізде. Соның ішіндегі федерациялық мемлекет табасыздар. Ал кеттік. Ойланыңыздар, асықпаңыздар. 10 мемлекет жазып шығыңыздар. Прям қазір жазыңыздар, естеріңізге түсіріңіздер. Сосын біреулеріңізді рандомна алып сұраймын. Вот қызылда отырған оқушы. Әлбектің жанындағы отырған оқушы. Сізден сұраймын. Давайте кеттік. 10 мемлекет жазамыз, кеттік. 30 секунд. Чатқа да жазамыз онлайндағы оқушылар.
Онлайндағы оқушылар кеттік. Топ 10 мемлекетті жазамыз. 10 мемлекет дейді кітапта, бірақ 9 берілген, иә, кітап. Қуып кеткен. Чатқа онлайндағы оқушылар. Қайда онлайндағы оқушылар? Жіберіңізші. Онлайндағы оқушылар бір сообщениемен жазыңыздаршы, бір сообщениемен. Топ 9 мемлекетте экологиялық ізі жоғары көрсеткіші бар. Жоқ, кітап қуып кеткен деген кезде жасымен былай ғой, топ 10 деп айтады, бірақ 9-ын ғана берген. Сонда 10-шысын біз өзіміз ойлап табу керекпіз бе? Нашта жазып жатыр. О, молодец, Гүлзат. Гүлзат, молодец. Гүлзат дұрыс жауап берді чатта. Тағы да Назерке. Жақсы. Кім дайын? Кім айтады? Подарок бар ма бізде? Шоколад бірдеңке. Дұрыс жауап берген оқушылар бар ма? Немесе бағын сынағысы келетін оқушы? 10 мемлекет айтасыздар ма? 9 мемлекет. Жоқ па? Осындай сұрақ келсе, көп жауапты да қалай жауап бересіздер? Вот келді сондай көп жауапты сұрақ. Допустим, бұл 18-ші сұрақ емес, там 32-ші сұрақ, 33-ші сұрақ. Қалай жауап бересіздер? Жауаптармен жұмыс жасайсыздар ма? Жауаптар бір-біріне өте жақын болса, қалай жауап бересіздер? Қалай жауап бердіңіз? Ау? Мына жерде Бельгия дейсіз, иә? Ал қалған 8 мемлекет қайда? Ұлжан? Жоқ, Бельгия ол түсінікті, хорошо. Жарайды, Бельгия, хорошо. Бельгия. Маған ол маңызды емес, маған қалған 8 керек. Иә, давайте, молодцы. Есіміңіз кім? Арайлым, давайте. ақш, Канада, Бельгия, Ирландия, Дания, Эстония, Австралия, Біріккен Араб Әмірліктері, Катар. Молодец. 9 мемлекет айтып шықты. Арайлымға бізде подарок бар. Жақсы, кеттік. Кеттік, 19 сұрақ. С деңгейлі сұрақ. Еуропаның шағын капиталистік елдерін олардың астаналарымен сәйкестендір дейді. Так, мына жақта уже онлайн оқушылар жауап беріп жатыр. Біріншіден былай бастайықшы. Шағын капиталистік елдер тобы дегеніміз қандай елдердің тобына жатады? Экономикасы жоғары дамыған елдердің тобына жатады, иә? Ол үлкен жетілік елдер, жаңағы шағын капиталистік елдер дедік, иә? Кім жауап бере алады? Кеттік. Так, мына жақта жауап беріп жатыр уже. Есіміңіз 34 балл жинаған? Шерхан қай мектеп? Елуш. Кеттік. Ирландия Дублин дейді. Мальта Валетта дейді. Лихтенштейн Вадуц. Дания Копенгаген. Молодец. Молодец. 19 сұрақтың жауабы осылай шықты. Қалғандарыңызда осылай шықпаса, сіздерге не істеу керек? Астаналарды жаттау қажет. Осы жерде барлықтарыңызға айта кетейін, не істеу керек? Астаналардың тізімін жаттаған кезде әрине 195 мемлекеттің тәуелсіз барлығын жаттаудың қажеті жоқ. Ең ірі мемлекеттер жаттайсыздар. То есть ауданы бойынша ірі, халық саны бойынша ең ірі, жаңағыдай ұбт-да жиі кездесетін, көп кездесетін, мысалы үшін Африканың бүкіл мемлекеттерін жаттаудың қажеті жоқ. Еуропаны жаттаңыздар полностью. Солтүстік Америка жаттау там вообще оңай, қиын емес. Оңтүстік Американың ірі мемлекеттерін жаттаңыздар. То есть ұбт-да ең көп кездесетін өзі бір 60-70 қана астана бар. 60-70 астананы жаттап алсаңыздар, әсіресе Еуропа мен Азияға көңіл бөліңіздер, қиналмайсыздар астана бойынша. Хорошо? Мына жерде еуропалық мемлекеттер көрсетілген. Кеттік. 20-шы сұрақ. Осыдан кейін кішігірім перерыв жасаймыз. 20-шы сұрақ кеттік. Жоғарғы білімнің қолжетімдігі және оның алудың қаржылық мүмкіндіктері жоғары елдер. С деңгейлі сұрақ. 11-ші сыныпта недавно өттіңіздер? Финляндия, Корея, Жапония дейді. Бір жауап. Так, онлайнда не деп жатыр? Так. А деп жатыр. Д деп жатыр. Мына жақта да қателесіп жатқан оқушылар көп екен. Так, общий жауап. Астана оқушылары. Д, Б, А.
кім нақты айта алады? Вот қараңыздар. Так, давайте тағы да бір ендеше қиындатылған сұрақ. Мына жерде жауаптар рандомно берілмеген. Әрбір 4 жауап белгілі бір мағынаны білдіреді. Мысалы үшін бірінші жауапта Финляндия, Корея Республикасы, Жапония тоже бір сұрақтың жауабы болады. Нидерланды, Финляндия, Ұлыбритания бір сұрақтың жауабы, Қытай, Үндістан, ақш бір сұрақтың жауабы, барлығы білімге қатысты. Және ақш, Ұлыбритания, Германия тоже бір жауапты білдіреді. То есть бұл жайдан жай бұл дистракторлар, қате жауаптар қойылмады. Сіздерге ойлану мақсатында қойылды. То есть жаңағыдай бір тақырыпты өтіп, біз басқа да тақырыптарды қайталаймыз. Кеттік, кім қандай мағына білдіреді? Так, мына жерде онлайнда оқушылар жазып жатыр. Бинасыл Мадина, дұрыс айтасыз. Общий сұрақ неше дейді? 35 сұрақ, кәдімгідей авторлық нұсқа бойынша. Так, кеттік. Кім жауап береді? Бірінші жауап. Финляндия, Корея Республикасы, Жапония. Қандай рейтинг бойынша топ 3 мемлекет? 11-ші сыныпта өттіңіздер? Недавно? Білім деңгейіне байланысты. Итаки, білім деңгейі. Пиза, молодец. Арайлым, молодец. Пиза деңгейі бойынша. Нидерланды, Финляндия, Ұлыбритания. Осы сұрақтың жауабы, я? Нидерланды, Финляндия, Ұлыбритания. То есть білімге қол жетімділігі, яғни мүмкіндікшіліктері бар мемлекеттер тобы. Қытай, Үндістан, ақш. Қашықтан емес, қашықтан білім беру, дистанционное образование. Неге бұл мемлекеттер көрсетілген? Халық саны көп мемлекеттер тобы. Бізде Қытай, Үндістан, ақш болады. Және төртінші жауап, ақш, Ұлыбритания, Германия жалпы білім беру экспортына шығаратын мемлекеттер тобы. Я? Білім беруді сыртқа шығаратын мемлекеттердің тобы екен. Хорошо. Так, общий санап алыңыздар. 20 сұрақ нешеуіне дұрыс жауап бердіңіздер? Санаңыздар. Бізде қазір жаттығу болады. Я. Тұрыңыздар, барлықтарыңыз. Тұрыңыздар. Сергіп алыңыздар, я? Мына жақта онлайнда бізде мың оқушы отыр, кстати, астаналықтар. Еще мың оқушы қарап отыр бізде. Онлайндағы оқушылар, қай камера қараймыз? Тоже не істейсіздер? Онлайндағы оқушылар тоже бір жаттығу жасап сергіп алыңыздар. Хорошо? Кеттік, давайте. Барлығымыз сыртып қояйық. Мына өлең барлықтарыңыз білесіздер ма? Аха, бастаймыз ба? Қане қатырақ. Осында былай берейін. Просто береміз қазір. Денежный стимулдап келер тұрайық. Барлығымыз тұрдық, ә? Қайда пандаса былай денелеріңізді қимылап отырыңыз, ә?
Так, все, кеттік. Ары қарай жалғастырамыз. Бір сергіп алдық. Онлайнда звук бар ма? Онлайнда звук бар ма? Все, хорошо, кеттік. Бізде келесі 21-25 сұрақтар қандай сұрақтар болады? Ей, сіз деңгейлі емес? Контекст сұрақтар. Кеттік. Контекст бүгін бізде Канада бойынша. Канада. Кеттік. Қай материк? Солтүстік Америка. Қай дүние бөлігі? Дүние бөлік? Дүние бөлігі? Америка дүние бөлігі. Қай жарты шар? А батыс емес па? Солтүстік батыс жарты шар, иә? Хорошо, кеттік. Бірінші сұраққа деңгейлі. Канаданың астанасы дейді. Оттава бұл жерден де оңай сұрақ, иә? Давайте қалған жауаптарды көрейік. Осло. Қандай мемлекеттің астанасы? Норвегия астанасы. Ванкувер мен Монреаль? Канаданың ірі қаласы. Хорошо, кеттік. Оңай ма? Оңай, хорошо, кеттік дальше. Аудан жөне Канаданың әлемдегі орны? Екінші орын. Қай мемлекеттен кейін? Ресейден кейін екінші орын. Давайте, Камила. Топ 10 мемлекетті. Хорошо, 9 мемлекетті айтшы. Ресей, Канада, Қытай, ақш, Бразилия, Австралия, Үндістан, Аргентина, Қазақстан және Алжир. Қандай мемлекеттер тобы? Алжирден басқа? Алып мемлекеттер тобы. Жақсы. Екінші орында деп жазасыздар. Бірінші, екінші сұрақ контекстте всегда А деңгейлі болып келеді. Кеттік дальше. 23-ші сұрақ. Канаданың қаржы орталығы сіздер, оны 11-ші сыныпта өттіңіздер. Ол Торонто. Торонто қаласы, иә, әрине. Бұл Б деңгейлі сұрақ болатын, бірақ сіздер әрине оған оңай жауап беріңіздер. 24. Не дейді? Канаданың мемлекетінің басқару формасы. Бағана біз айттық, естеріңізде бар болса, басқару формасы бойынша бізде мемлекеттер қалай бөлінеді? Федерация емес. Унитарлы емес, Айнұр. Монархия және республика. Монархия және республика деп бөлінеді. Монархияның өзі неше түрі бар? 3 түрі бар. Қандай? Абсолюттік, конституциялық және теократтық. Ал республиканың өзі қандай 2 түрі бар? Президенттік және парламенттік 2 түрі бар. Жақсы. Жауап қандай болады? С? Федеративті парламенттік республика, федеративті президенттік формадағы республика. Немесе унитарлы республика, унитарлы парламенттік республика. Жауап? Точно ма? Вот келді ұбытыға. Қалай нақты жауап бересіздер? Ойлаңыздар. Ару. Саған келді осындай сұрақ, 24-ші болып. Қалай жауап бересің? Молодец. С жауабы федеративті парламенттік республика, яғни федерация, сонымен қатар жаңағыдай оны премьер-министр басқарады екен. Және тағы да бір С деңгейлі сұрақ, бұл жерде сәйкестендіру. С деңгейлі сұраққа қалай жауап бересіздер? Канадаға қатысты дұрыс тұжырымдар дейді. Так, бұл жерде жауаптармен жұмыс жасаймыз. Біріншісі, халық саны көп қала Оттава дейді. Оттава бізде бағана не болды? Астанасы болды. Мемлекеттік тілдері француз және ағылшын, Квебек провинциясының орталығы Монреаль, батысындағы қала Торонто. Ойлаңыздар, асықпаңыздар. Чаттағы оқушылар кеттік. Так, мына жақтағы қазір бір біреуін ұстап аламыз. Есіміңіз кім? Мөлдір. Хорошо, қалай жауап бересіз осы сұраққа? Қалай жауап бердіңіз? С дедіңіз бе, Б дедіңіз бе? Б дедіңіз, иә? Яғни сіздің ойыңызша, Мөлдір, бұл жерде мемлекеттік тілдері француз және ағылшын, Квебек провинциясының орталығы Монреаль дейді. Кім қалай ойлайды басқаша? Иә? С дейді. 2 мен 4 мемлекеттік тілдері француз ағылшын, батысындағы қала Торонто дейді. Иә? Так, давайте голосование. Не істейміз ендеше. С және Д деген жауаптарды айтып отыр, Б деген жауапты айтып отыр. А деген ойлағандар бар ма? Жоқ, хорошо. А деген дұрыс емес? Себебі Оттава халқын саны көп емес. Оттава ол бізде тек қандай қаласы? Астанасы, Торонто, Монреаль, Калгари деген қалалары халық саны бойынша ең көп. Так, оқушылар бізде онлайндағы оқушылар қалай жауап беріп жатыр?
тоже Б және Д деген жауаптарды көрсетіп жатыр екен. Мемлекеттік тілдері француз және ағылшын. Бұған келісеміз бе? Қараңыздар, осындай сұрақтар келген кезде 100%, андай айтады ғой, 100% білетін жаңағы сұрақтың жауабын көріп алыңыздар. Мемлекеттік тілдері француз ағылшын болса, 2 деген жауабы бар нұсқаларды қарайсыздар және ол 100% болатын сенімдіміз. Яғни 1 мен 4, А мен Д жауаптары атпадайды. 2 мына жерде тұр ғой, Б мен С-да. Енді 3 мен 4-ті қараймыз. Квебек провинциясының орталығы Монреаль. Квебек провинциясы жалпы бұл жерде Монреаль провинциясы жаңағы француздар тұратын провинция, иә, негізінен. Бұл жерде жауап осы. Батысындағы қала Торонто дейді. Торонто бізде оңтүстік шығысында орналасқан. Батысында ол жақта Ванкувер деген қалалар бар, иә, ірі қалалардың ішінде. Бұл жерде жауап сонымен не болады? Б деген жауап болады. Дұрыс айтады, Торонто батысында емес. Мемлекеттік тілдері француз ағылшын қос тілді мемлекет болып табылады. Қос тілді мемлекеттерді бізде қалай атайды? Лингвистика ол тілдерді зерттейтін ғылым. Билингвизм. Билингвизм жазып алыңыздар. 2 мемлекеттік тілі бар мемлекеттер тобы билингвизм. Билингвист мемлекеттер, иә. Кеттік дальше. Дальше бізде қандай сұрақтар? Көп жауапты сұрақтар. Метаморфогенді пайдалы қазбалар. Пайдалы қазбалардың шығу тегі бойынша магмалық, шөгінді және метаморфты тау жыныстарынан құралады екен. Метаморфоза деген қандай мағынаны білдіреді? Өзгеру, өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Метаморфогенді тау жыныстарынан пайда болған пайдалы қазбалар. Қараңыздар, 26 және так ашып алайын мына жерде. 26 және нешінші сұрақтар бізде А деңгейлі болады. 26, 27, 28, 29, 30 сұрақтар бізде А деңгейлі болады. То есть бұл сұрақтардан неше 5 сұрақ болды ма? 5 сұрақтан сіз неше балл аласыздар? 10 ұпай аласыздар. Бұл 26 мен 30 сұрақтардың арасынан ұпай жоғалтпаңыздар. Көп жауапты болғанымен бұл сендерге 10 ұпай береді. Кеттік. Метаморфогенді тау жыныстар. Пайдалы қазбалар. Гнейс, мәрмәр және тақтатас, кристалды тақтатас немесе сазды тақтатас болуы мүмкін. Бұл жердегі полиметалл, темір және мыс қандай? Қандай? Магмалық тау жыныстарынан пайда болған. Жақсы, гнейс, мәрмәр және тақтатас. Кеттік дальше. Атмосфераның ең жоғарғы шашыранды қабаты. Бұл жерде неше жауап болуы мүмкін? 1 жауап болуы мүмкін. Қараңыздар, мұқият болыңыздар. Сұрақты 2 рет оқимыз. Қабаты. Неше жауап? Жекеше түрде бір жауапты, иә? Жекеше түрде тұр. Көп енді айтады ғой. Көпше түрде емес, жекеше түрде тұрғандықтан бұл жерде 1 ғана жауап болады. Мына жерде алай, жаңағыдай 2-3 жауап беріп, не істеп кетпеңіздер, иә? Ойнап кетпеңіздер. Атмосфераның ең жоғарғы шашыранды қабаты бізде экзосфера. Жақсы, бұны біледі екенсіздер. Стратосфера. Стратосфера бойынша не айтамыз? Озон қабаты 50-55. Дальше не айтамыз? Стратосфера. Нұрай. Қабатталған деген мағынаны білдіреді, иә? Дальше. Су буы бұл жақта мардымсыз болып келеді. Термосфера. Термосфера бойынша не айтасыздар? Термосфера бойынша 750 километр, иә? Мезосфера бойынша не айтасыздар? Чатқа жазамыз, қыздар, ұлдар? Кристалды мұздар, күміс, тәріздес, бұлттар бұл жақта орналасқан. Экзосфераны айттық, және тропосфера бойынша ең көп сұрақ келеді. Тропосфера, ауа райы қалыптасатын қабат, 80% ауа массалары осы жерде орналасқан. Дальше. Тропосфера. Орташа қалыңдығы 10-11 километр. Молодец. Бұл жерде бір жауап, экзосфера толыққанды зерттелмеген ауа райының, атмосфераның ең жоғарғы қабаты екен. Кеттік, 28 сұрақ. Планктонға жататындар. Теңіз, мұхит, жаңағы бөлігінде өмір сүретін планктон, нектон және бентос деген 3 тірі организм түрі бар екен, иә? Планктондар дегеніміз қандай? Жазыңыздар чатқа. Планктондар дегеніміз су бетінде қалқып жүретіндер, нектондар дегеніміз жүзгіш деген мағынаны білдіреді, иә? Жүзіп жүретіндер, ал бентос дегеніміз бекініп, Б деп жатаңыздар, бентос бекініп жүретіндер. Планктон, фитопланктон, зоопланктон деген болады. Жаңағыдай мұхиттың, теңіздің беткі жаңағы деңгейінде жүзетін кімдер? Нелер? Бір жасушалы балдырлар, ұсақ шаяндар және бақалшақтар. Бұл жердегі теңіз жыландары, теңіз сүтқоректілер және тасбақалар неге жатады? Нектонға жатады. Жүзгіш, дұрыс айтасыздар, нектонға жатады. Бентос ол бекініп жүретіндер. Кеттік, Маңғыстау облысындағы маңызды табиғи газ кен орындары. Кен орындары 100% бұл жерде
бірнеше жауап болады. Так, Маңғыстау облысындағы оқушылар бар ма бізде? Ақтаулықтар онлайнда. Ақтаулықтар. Кеттік, жауап берейік. Қалайсыздар онлайндағылар? Чатқа бір белгі беріп қойыңыздаршы, пожалуйста. Так, жауаптармен жұмыс жасаймыз. Қыздар, ұлдар. Өзен, үстірт деген жауапты естіп жатырмын тағы да? Теңге деген жауап жатады ма? Давайте жауаптармен жұмыс жасайық, я? Индер, қай жақта? Калий тұзы. Бұл жерде бізде Маңғыстаудағы газ кен орны сұрап отыр. Индер жатпайды. Дөң деген қай жақта? Ақтөбе облысындағы хром кен орны. Кемпірсай, дөң. Шилісай дегеніміз тоже қай жақта? Ақтөбедегі Елнұр? Жоқ. Ау, жоқ. Хром кемпірсай мен дөң. Пас, Фарид кен орны. Бұл жердегі жауап өзен, үстірт және теңге болады. Осылай жауап бергендер 2 ұпай аласыздар. Егер өзен мен үстіртті белгілесеңіздер 1 алушы едіңіздер. Егер өзенді ғана белгілесеңіздер 0 балл алушы едіңіздер. Хорошо? Сол себепті бұл жерде жауаптармен жұмыс жасаңыздар. Онлайндағы оқушылар тоже. Яғни бұл жерде сіздерге пайдалы қазбалардың жаңағы бонусқа кесте беріледі ғой. Сол кесте бойынша барлығын пайдалы қазбалардың толыққанды жаттайсыздар. Қай облысқа жаңағыдай жататынын жаттап алу қажет болады. Кеттік дальше. 30-шы сұрақ. Қараңыздар, 30 сұраққа дейін бізде қандай деңгейдегі сұрақтар барлығы? Жаңа айттық. А деңгейлі сұрақтар. А деңгейлі. Оңай сұрақтар. Бір тұтас аумақты алып жатқан мемлекеттер. Мемлекеттердің морфологиясына байланысты келіп жатқан сұрақтар. Ау? Польша, Венгрия. Давайте жауаптармен жұмыс жасаймыз. Бұл да деңгейлі сұрақтар. Швеция мемлекеті. Қай түбек? Түбек. Скандинавия түбегі. Қандай мемлекет? Созылың қып ішіндегі мемлекеттер. Италия? Ау? Апеннин түбегі қандай мемлекет? Созылың қып ішіндегі мемлекет. Жапония? Архипелагта жатқан, аралда жатқан мемлекет. Польша жауап болады ма? Окей. Чили? Созылың қып ішіндегі мемлекет, оңтүстік жартышарда, Америкада жатыр. Және Венгрия жатады ма жауапқа? Венгрия жатады екен. Польша мен Венгрияның астанасы? Варшава және Будапешт. Молодец. Молодец. А қалған мемлекеттердің астанасын кім айтып шығады? О, давайте. Эксперт. Астаналар бойынша. Давайте, айтыңыз. Так, Швеция? Эй, тихо. Стокгольм, Италия, Рим, Жапония, Токио. Молодец. Чили? Польша, Варшава, Чили, Сантьяго, Венгрия, Будапешт. Нұрсұлтан маған, походу, тағы да бір не береміз ғой деймін, молодец. Есімің кім? Ильяс. Ильяс, молодец. Ильясқа тоже шоколад берейік. Молодец. Келесі деңгейдегі сұрақтар, красавчик Ильяс. Асылар жаттап алыпсыздар. Келесі, Б деңгейлі сұрақтар. Б деңгейлі сұрақ. Microsoft Excel бойынша дұрыс тұжырымдаманы анықтаңыздар. Так, жауаптармен жұмыс жасаймыз. Тікелей жауапты білмесеңіздер, жауаптармен жұмыс жасаймыз. Алғашқы нұсқасы Ұлыбританияда жарияланды дейді. Қайда жарияланды? Ол жаңағы не? Мониторинг 1972. Мына жақта Microsoft Excel вообще. Excel. Америкада. А жауап мүлдем жатпайды. Газ саласындағы ең үлкен сұранысқа ие болған бағдарлама, кестелік бағдарлама жауапқа жатады ма? Окей, дағда график тұрғызу, күрделі әрекеттер көмегімен есептер шығару мүмкіндігі бар. Кімдер қолданылады? Қолданады. Финансистер, бухгалтерлер қолданады екен, иә? Д. Гарвард студенттері Дэниел Бриклин мен Боб Фрэнкстон ойлап тапты дейді. Жауапқа жатады ма? Жауапқа жатады. 3 жауапты таптық. Б, С, Д жауаптары. Иә? Бұл жерде Стэнфорд студенттері Стив Джобс пен Стив Возник ойлап тапқан. Бұл жерде тіптен жатпайды. Бұл жерде Apple, иә? Стив Возник пен Стив Джобс. Бірақ олар Стэнфордта оқымаған. Презентация жасау, анимациялық кескінділер жасау, ол жерде Microsoft PowerPoint. Осы Б деңгейлі сұрақтан жауап беріп, 2 балл алып кетіңіздер. Хорошо? Б деңгейлі сұрақ. Кеттік дальше. Қорғасынмен ластанған оңтүстіктегі қалалар. Кілтті сөз? Оңтүстіктегі. Көмекші сөз? Негізгі сөз?
Қорғасын, хорошо. Химиялық элементі. Химия, есімізге түсіреміз. Химия. Плюмбум, я? Хорошо. Так, мына жақта не дейді онлайндағы оқушылар? Кентау және Талдықорған дейді. Қызылорда Тара жатпай ма? Жатпайды. Хорошо. Қалған 5 қаланы атап шығыңыздар. Так, онлайндағы оқушылар, кеттік. Қандай еще 5 қала жатады? Кентау, я. Дұрыс айтасыз. Кентау, Түркістан облысындағы және Алматы облысындағы Талдықорған. Шымкент, Балқаш, Өскемен, Талдықорған, Текелі. Алматы облысындағы Текелі дұрыс жауапқа жатады екен. Қорғасымен ластанған қалалар. Жаңағы 11 сыныпта геоэкология бөлімі бойынша бізде кесте бар. Бүгінгі айтылған 5-ші кесте жазып алыңыздар қосымша блокноттарыңызға, заметкаларыңызға. Ластанған жаңағыдай шантозан, күкіртсутегі, аммиак, азот тотығы деген секілді тұрақты оттегі жаңағы ластаушылар бойынша соларды жаттау керек кесте. 10-ші сыныпта өттіңіздер ғой деймін, қателеспесем. Кеттік, 33-ші сұрақ. Тоже Б деңгейлі сұрақ. 33-ші сұрақ, Б деңгейлі сұрақ. Б деңгейлі сұрақ. Еуропадағы жоғары дамыған аудандар. Франциядағы Эльзас пен Лотарингия жатады ма? Бұл қандай аумақ? Ескі өнеркәсіп аудандар. Қараңыздар, ескі өнеркәсіп аудандар дегеніміз қандай салалар ол жақта дамыған? Кеме, көмір, тағда отын өнеркәсіп дамыған. Ал бұл жерде жоғары дамыған аудандар. Жоғары дамыған аудандарға не жатқызуға болады ол жақта? Өнеркәсіп жақсы, туризм жақсы дамыған, тағда ірі қаржы орталықтары, туризм орталықтары болады екен. Эльзас пен Лотарингия ескі өнеркәсіп орталықтары. Германияның оңтүстігіндегі Рейн, Рур агломерациясы тоже бізде ескі өнеркәсіп ауданы, иә? Германияның оңтүстігі Италиядағы Милан, Турин, Генуя және Ренцент агломерациясы жатады. Ал Ұлыбританияның солтүстік Шотландия бөлігі және Ұлыбританияның оңтүстік бөлігі бізде солтүстік Шотландия бізде артта қалған аумақ, ал Ұлыбританияның оңтүстік Уэльс бөлігі бізде ескі өнеркәсіп торабына жатады екен. 10-ші сыныпта сіздер мемлекеттердің шаруашылық деңгейлері бойынша ескі өнеркәсіп орталықтары, жаңа өнеркәсіп орталықтары, жоғары дамыған артта қалған аймақтарды және жаңадан игеріліп жатқан аумақтарын 4 түрін өткен болатынсыздар. Хорошо? Соны тоже кестені жазып алыңыздар, жаттаймыз. 10-ші сыныптың тақырыбы геоэкономика бөлімі. Соңғы 2 сұрақ С деңгейлі кеттік. Жекелеген табиғат компоненттері едәуір қолайсыз кілт сөзді қараңыздар. Едәуір қолайсыз өзгеріске ұшыраған солтүстіктегі аймақтар. Кілт сөз солтүстіктегі аймақтар. Негізгі сөз қолайсыз. Бұл аймақтар қандай деңгейлі аймақтар? Шиеленіскен деңгей аймақ Чигаркиннің 47 аймақ 5 провинциясы бөлінген, иә? 10-ші сыныпта кесте бар. Тағы да бір кестені жаттаймыз. Жазып қойыңыздар. Чигаркин айту бойынша 5 аймақ қандай? Апатты, қауіпті, шиеленіскен, қанағаттанарлық және қолайлы аймақтары. Чигаркиннің 5 жаңағы аймағы бар, кестені тоже жаттаймыз. Осының ішінде шиеленіскен, яғни орташа ластанған аумақтар қанша пайыз? 41-60, молодец. 41-60. Енді осы жерде қандай қалаларды немесе қандай өндіріс орындарын көрсетуге болады? Ау? Так, давайте ойлаңыздар. Қашар, потом? Саяқ, тағы да бар ма? Екібастұз қауіпті деңгейге жатады. Неше жауап болады? Кім айтады? Жауаптың санын айтыңыздар. Екеу, үшеу, біреу? Екеу, хорошо, екеу тамыздар. Так, онлайндағы оқушылар не деп жатыр? Қапшағай Шардара дейді, жоқ, жатпайды. Шиеленіскен. Бұл жерде 2 жауап. Қашар және Саяқ. Соколов, Сарыбай, Екібастұз, Теміртау, Павлодар қайда жатады?
қауіпті деңгейде қанша пайыз олар? 61-80%. Қараңыздар, шиеленіскен ол едәуір, то есть орташа деңгейдегі не істеді олар? Ластанған. Ал қауіпті аймақтар көп ластанған, бірақ ол аймақтарды тоже қалпына келтіруге болады деген. Чигаркиннің кестесін жаттаймыз, толыққанды білмейді екенсіздер. Әсіресе қауіпті аймақтарын және шиеленіскен аймақтарын. Себебі қолайлы аймақтарды ол жерде нақты сұрамайды. Қанағаттанарлық аймақтар 5 өзен мен 5 қаланы жаттаймыз. Апатты деңгейге 4 аймақ қандай-қандай? Арал, Семей маңы, Кенді Алтай және Каспийдің солтүстік шығыс бөлігі. Ең қиыны бұл жерде осы қауіпті және шиеленіскен деңгейді табу. Және соңғы сұрақ 35. Қазақстан 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап құрылған ұйымға басқа мемлекеттердің топтамасы қандай? Қандай ұйым? Хорошо, айтыңыздаршы. Армения, Белоруссия және Ресей. Қандай ұйым туралы айтып отыр бұл жерде? Ау? Еуразиялық экономикалық одақ. Қанша мемлекет кіреді? 5 мемлекет. Қандай Нұрай? Қазақстан, Армения, Беларусь, дальше Ресей, Қырғызстан. Молодец. 5 жауапты толық айтты, я. Армения, Беларусь, Ресей және бұл жерде көрсетілмеген Қазақстан және Қырғызстан мемлекеттері кіреді. Я, бұл қандай ұйым жалпы? Еуразиялық экономикалық одақ дегеніміз, біз жақында өттік, тоже. Бұл 5 мемлекеттердің арасындағы экономикалық интеграциялық ұйым, я. Осы негізінде тауар айналым, экономикалық интеграция жүреді екен, іске асады екен. Соңғы сұрақ болды. Все, молодцы. Жақсы, Армения, Беларусь, Ресей. Так, енді есептейміз. Қанша сұраққа жауап бердіңіздер? Қалай болды нұсқа? Қалай болды нұсқа? Онлайндағы оқушылар тоже жауап береміз. Қалай болды, қыздар, ұлдар? Қанша жауап бердіңіздер? 35 сұрақтың нешеуіне жауап бере алдыңыздар? Так, чатқа жазамыз. Тема болды дейді, жақсы болды, күшті болды. Қанша сұраққа жауап бердіңіздер? Чатқа жазыңыздар, онлайндағы оқушылар. Қанша сұраққа жауап бере алдыңыздар? 35 сұрақтың нешеуіне жауап бере алдыңыздар? Неше ұпай емес, нешеуіне прям былай уверенно жауап бердіңіздер? Айтыңыздаршы, 35-ін. Прям не істемеңіздер. Қанша сұрақ? Есептеңіздер. 32? Молодцы. Арайлым. Қанша сұрақ? Ақерке? Нұрай? Даяна? Ұлдар? Қыздар? Қанша сұраққа жауап бердіңіздер? Қанша жинадыңыздар? Чатқа жазамыз, онлайндағы оқушылар. Қанша жинадыңыздар? Есептеп жүріңіздер, тез-тез. Көп ақпарат білдім дейді, онлайнда күшті болды дейді. Жақсы, қанша сұраққа жауап бердіңіздер? Маған сол қызықты. Әлі біткен жоқ эфиріміз, әлі бізде жарты сағаттай уақыт бар. Хорошо. 40 ұпай жинаған оқушылар бар ма? 40 ұпай жинаған оқушылар бар ма? 35 жинаған оқушылар бар ма? 35-40. 35-40. Жанель, молодец. Көркем, молодец, 35 пен 40-ның арасында жинады. Қалғандарыңыз, мына жақта қанша жинадыңыздар? Ұялмаңыздар. 32, молодец. Ұлжан. 25, тоже хорошо. Ақерке. Айнұр. 31, Ақерке. Мадина. Ұлдар. Ильяс. Арай. Елнұр. 34, жақсы, жаман емес. Хорошо. 40 плюс жинаған ешкім жоқ екен, өкінішке орай. Онлайндағы оқушылар қалай болып жатыр? Бонус сұраған оқушыларды банға жіберіңіздер. Бонус бізде эфирдің сонда болады деп айтқан болатынбыз. Бонусқа әлі бізде жарты сағаттай уақыт бар. Асықпаңыздар. Жақсы. ұбт-да 40 плюс ұпай жинау үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Ең бірінші, қараңыздар, бұл ең қиын жолдары.
7 және 11 сынып оқулықтарын толық оқып шығу қажет, иә? 19 кітап бар. 19 кітапты 2 айдың ішінде үлгермейсіздер. Хорошо, 19 кітаптың ішінде негізгі 7-еуі бар. Но ол 7-еуінде сіздер не істейсіздер? Оқып шығып үлгермейсіздер. Жақсы. Нұсқа талдауларды қарап шығу керек, оларды талдау керек, қатемен жұмыс жасау керек. Нұсқа талдаулар YouTube-та менен басқа тағы 1-2 маман талдайды. И то жаңағы постоянно основада емес, барлық жаңартылған формат емес. Сол себепті бұл вариантта тоже отпадает. 1045 тест орындау қажет, иә? Жаңағы ұбт базасында географиядан 10 мыңға жуық сұрақ бар. Барлығын қамтып үлгермейсіздер. Жаңа сұрақтар кез келген форматта келуі мүмкін. Және 1045 тақырыпты оқу бойынша конспект жазып шығу. Конспект жазып шығу керек, оны оқу керек и так далее. Ең оңай жолы, мен сіздерге қазір ЖБ40 авторлық курсы туралы жаңағыдай жарнама жасаймын және осы туралы ақпарат беремін. Негізгі біздің бөліміміз болды, қазір жарнама бөлімі кетеді. ЖБ40 курсына тіркелсеңіздер болады. Бізде қазір интенсивті 5 апталық ЖБ40 интенсив курсы басталады. Былтыр мамыр айында бұл курс прямо хит болды. Мына жақта отзывтарды оқи аласыздар, иә? Оқушылар бізде географиядан 40 жинап жатыр, 41 жинады, Жансая қанша жинады мына жерде? 37 жинады, иә? Мына жақта барлығының отзывтары бар. Мына жақта 41 жинаған оқушылар бар. 24 күні кірдім дейді, 10-шы 11-шы сұрақтар келді дейді. Яғни бір сөзмен айтқан кезде, міне география 36 жинаған, общий 120 жинаған. Яғни базасы бар оқушылар. То есть сіздер секілді қазір орташа деңгейде 25, 27 ұпай жинап жүрген оқушылар. То есть бұл базасы бар оқушылар. То есть сіздерге жаңағы ЖБ40 курс туралы айтатын болсам, 5 апталық курс. То есть келесі апта басталады, 5 аптаның бойы сіздермен біз ұбт-да кездесетін 40 маңызды тақырыпты өтетін боламыз. 40 маңызды тақырыптың 30-ы қандай форматта? 30-ы бізде жазылған форматта болады. Ал қалған 10-ы бізде тікелей эфирде болады. Жазылған форматта берілетін тақырыптардың тізімін көрсетемін. Әрбір тақырыптан кейін тест тапсырмалары және тақырыптық көздер беріледі. Дайындықты күшейтетін сонымен қатар осындай форматта мастер-класстар болады, онлайн форматта. Бонустар мен чек-листтер, оқушылардың өте қатты жақсы көретін бонустар мен чек-листтер тоже осы курста бар. 30 сабақ, 30 сабақтың қандай тақырыптар бойынша? Географиялық зерттеу әдістері 4 сабақ, геоинформатика бойынша 2 сабақ, геоэкономика бойынша 7 сабақ, геосаясат бойынша 6 сабақ, елтану бойынша 7 сабақ және геоэкология бойынша 4 сабақ. Осы 30 сабақ жазылған форматта, яғни алдын ала жазылған, түсірілген видео сабақтар форматында. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде 10-шы және 11-шы сыныптың ең қиын, жаңағы сіздердің біраз осының ішінен келді, иә? Елтануда келді, геосаясатта келді, геоэкономикада келді. Осының ішінде кем дегенде ұбт-да жаңағыдай 35 сұрақтың 20-25 келеді. Дальше, картамен жұмыс. Жаңа сіздер номенклатурадан қателестіңіздер, иә? Номенклатурадан қиналдыңыздар, қиналған оқушылар болды арамызда. Номенклатура тікелей картамен жұмыс. Картамен жұмысты мен тікелей эфирде өткіземін. Өткенде 2 апта бұрын Африка талдауында кім болды практикалық сабақта? Африка талдауында кім болды? Сондай форматта бізде қалған материктер. Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Еуропа, Азия, Австралия, мұхит аралдарын, мұхиттарды және Қазақстанды осындай тікелей эфирде кешкі уақытта, иә, барлығыңызға ыңғайлы уақытта ауызашарға дейін осы сабақтарды естейміз, қарастырамыз, тікелей эфирде өтеміз. Плюс еще запись болады. Записті қарай аласыздар кейін. 10 сабақ, в общем, тікелей эфирде болады. Сонымен қатар дайындықты күшейтетін 2 мастер-класс болады. Жаңағы сіздерге тек қана білім емес, сонымен қатар мотивация керек екенін мен білемін. ұбт алдындағы қорқыныш, барлықтарыңыз емес, көпшіліктеріңіз ұбт-дан қорқасыздар, иә? Жаңағыдай мүмкін үрей бар іште, иә? Мүмкін жаңағы сенімсіздік бар. Сол тақырыптарды сол үрейді, қорқынышты жою мақсатында алдын ала специальный техникалар бар. Сол туралы айтамыз. Және тест тапсырудың лайфхактары. Жаңағы мен қолданылған біраз элементтерді практика жүзінде қайталап шығамыз. То есть жаңағы біз айтқан не болды? Кілт сөздер, жауаптарды топтастыру техникалары, бірнеше техникаларды жаңағы қате жауаптармен жұмыс жасау, дистракторлармен жұмыс жасау, деңгейлі сұрақтармен жұмыс жасау деген секілді лайфхактарды тікелей эфирде жаңағыдай өтетін боламыз. Сонымен қатар бонустар, мамандық таңдау бойынша. Сіздер қазір әрине таңдаған шығарсыздар, мүмкін
таңдамаған шығарсыздар, универ таңдайсыздар, бейіндік пәндерді ауыстырасыздар, соның ішіндегі білім беру бағдарламасы бойынша, мамандықтар бойынша толыққанды білмесеңіз, бізде 9 видео сабақ бар мамандық бойынша, соның записін классрумға саламыз. Дайындыққа қажетті атластар мен кітаптар, номенклатура сабағының карталары және әртүрлі чек-листтер беріледі. Тақырыптық квиздер, тақырыптық тесттер бізде 100% беріледі. Курстың басталуы 12-сі. Осыған дейін бізде ЖБ40-тың алғашқы потогына 100-ден астам оқушы жазылған болатын, және біз соңғы 100 орынды қазір жаңағы тіркеу ашылады. 12-сі күні басталады, бүгін бізде 8-і, міне 4 күннен кейін басталады, және курс ровно 5 апта жүреді. 5 апта, яғни жаңағыдай 14-ші мамырға дейін жүреді. 14-ші мамыр күні курс аяқталады, 5 апта, және 6-шы апта сіздерге 1 апта қосымша еще доступ береді. Жаңағы 30 сабақты қарап алу үшін, 10 тікелей эфирді қосымша қарап алу үшін, яғни, міне, біз қазір қай жерде тұрмыз? Біз мына жердеміз, иә, сенбі күні. Бізде уже 150-ден қанша оқушы жазылды? 150-ге жуық оқушы жазылды, иә? 12-сі күні сол 150 оқушы және қазіргі осы жерде отырған оқушылардың біразы жазылады. Курс басталуы бізде 12-сі, 13-ші бізде танысу эфирі және сабаққа доступ беріледі, және 13-ші күні 14 күні бізде бірінші тікелей эфир. Бірінші тікелей эфирді мен Африкадан бастаймын. То есть, жаңағы эфирге қатыспаған оқушылар өткен 2 аптада бұрын. Сол эфирді қайтадан тікелей қарасаңыздар болады. Сосын, мына жерде сабақтарға доступ ашылады. Яғни 30 сабақтарды сіздер өздеріңіз үйде, ыңғайлы уақытта, таңертең болсын, кешке болсын, түсте болсын, түстен кейін болсын, көре аласыздар. Соның ішіндегі жаңағы 30 тақырыпты айтып отырмын. Аптасына 2 тікелей эфир, міне көрдіңіздер. Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка. Алғашқы мастер-класс бізде 2 аптадан кейін суббота күні болады. Чатта отырған оқушыларға квиз викториналар отырады. В общем, программасын сіздерге қазір группаға жібереді, офлайндағы. Онлайндағы оқушыларға тоже группаларға жіберіледі. Яғни бұл біздің жаңағы қанша? 12-сі басталады, иә? 12-сі басталады оқушылар, мына жақта сұрап жатыр. Окей. Мамырда не болады? Мамырда бізде қалған эфирлер болады. Азия бойынша эфир, мұхиттар бойынша эфир, жаңағы мастер-класс болады сенбі күні. Чатта отырған оқушыларға квиз викторина болады, және 9, 10, 11 күні Қазақстан аймақтары бойынша тікелей эфирлер жүреді. Және 14 күні бізде соңғы жаңағыдай эфирлер болып, курс аяқталады. 21 мамырға дейін сіздерде еще 1 апта доступ болады. Жаңағы 40 сабақты қайталап көре аласыздар. 21 барлықтарыңызға доступ жабылады. Түсінікті ғой, иә? Осы курсқа бізде тіркелу қазір жүріп жатыр. Қай курста оқымасаңыздар да, офлайн курста, онлайн курста, басқа курста кез келген оқушыға қатысуға болады. Себебі бұл 5 апталық интенсив. Тікелей эфирлер бізде кешкі уақытта болады, 18:00-ден кейін. Ал жаңағы жазылған форматтағы сабақтарды өздеріңізге ыңғайлы уақытта көре аласыздар. Бұл жаңағы мен айтылған сұрақ барлығын қаншаға бағалайсыздар? Осындай сұрақ. Мен жұмысым бар, команданың жұмысы бар, қанша бұл жерде кураторлық жұмыс жасайды, иә? Мастер-класстар бар. Қаншаға бағалайсыздар? Вот хорошо, прям мен жұмысымды. Миллион дейді. Окей, рахмет. Бесконечность қойшы. Қаншаға бағалайсыздар? Вот айтыңыздаршы, онлайндағы оқушылар біледі, иә? Сіздер жарайды. Офлайндасыздар, онлайндағы оқушылар көбісі біледі. 25 мың дейді, 15 мың, 30 мың дейді. Хорошо. Қалай? Вот прям объективно, 35 дейді. Хорошо, қараңыздар. 5 апталық курс бар, 40 тақырып бар соның ішінде. 30 жазылған сабақ, 10 тікелей эфир, тест тапсырмалар, квиздер, мастер-класстар, квиз викториналар болады. Бонустар, чек-листтер. Бұның бағасы 30 мың теңге. 30 мың теңге 5 апта үшін бұл айтарлықтай. Қараңыздар, бұл жерде құндылығы жазылған. Құндылығы, ценность. Құндылық деген сөз, иә? Ал негізгі бағасы осы мастер-классқа келген оқушылар, осы сабаққа келген оқушыларға және онлайндағы отырған оқушылар үшін бізде 17.900. Бізде осыған дейін 15.900-ға тіркелген болатын. Бүгінгі күннен бастап бұл курсқа тіркелу 17.900. Бізде 100 бос орын бар және 12-сі біз бастаймыз. 5 күн ішінде осы орындар кетіп қалады. Келесі поток оқушылары мамырда біз үлгермеуіміз мүмкін. Сол себепті ЖБ40 курсының алғашқы ағымына тіркелсеңіздер болады. Тіркелу үшін қазір сіздерге чатқа номер жібереді, немесе тікелей осы жердегі номерге жазсаңыздар болады. Онлайндағы оқушылар қазір сіздерге баннер шығады. Осы жерге курсқа орын алып қою деп жазылып тұр.
осы баннерге жазып, мен орын алып қояйын, бронь жасап қояйын деп жазсаңыздар, сізге 12-сіне дейін орын алып қояды. Хорошо? Ал офлайндағы оқушыларға қазір тоже сілтеме жіберіледі. Сол жерде тоже өздеріңіздің орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Қазір просто жазып, ойланып, жазып қойсаңыздар болады, чтобы орын сақтап қалу үшін, иә? Ал ары қарай өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Үйге барасыздар, ата-аналарыңызбен сөйлесесіздер, иә? Осындай жаңағы бізде онлайндағы оқушылардың біразы тіркеліп қойған, иә? Кім уже тіркеліп қойды, айтыңыздаршы? Онлайндағы оқушылар. Офлайнда оқушылар бар ма тіркелген, астаналықтар? Бір оқушы ғана бар, иә? Вот қалғандарыңызға сіздерге вот как раз ұсыныс. Жақсы, қазір бізде бір кейс, осы ЖБ40 бойынша жақсы бір нәтиже бар, былтырғы жылғы нәтиже. Осы жерде жүрген Нұрсұлтан, біздің кураторымыз, елбасы дейміз біз оны, себебі аты Нұрсұлтан. Нұрсұлтан сіздерге осы өзінің ЖБ40 курсы туралы өзінің оқиғасын айтып береді. Нұрсұлтан ағайға давайте сөз берейік. Өзінің оқиғанды айтып берсең, кел. Отырып айт или жүрсен де болады. Тағы да барлығына сәлем. Қалдарыңыз қалай? Көріп тұрғандарыңыздай, менің есімім Нұрсұлтан, және мен қазіргі таңда осы онлайн курсының кураторымын. Яғни менде 17-ші потоктың айсберг және 10-шы сыныптардың алғашқы потогы. Оқу ісідері салатаның куратор болып табылам. Қазір айтырсаңыз. Аха, жалғастырайын. Мен де осы онлайн курсына сіздер секілді алдыңғы жылы қатыстым, және соның арқасында қазіргі таңда өзім армандаған Нәрікбаев атындағы Казгео университетінде оқып жатырмын. Араларыңыздан көпсін көрдім Казгео университетіне келгенсіздер, мен де таниды екенсіздер. Аха, рахмет. Жалпы осы ЖБ40 курсына мен қалай келдім? Мен де сіздер секілді март ұбытысын тапсырдым. Наурыз ұбытысынан мен 99 бал жинадым. Және қалай айтсам болады, әрі бері айтарлықтай қатты көңілім толмады. Сол кезден бастап мен Дамир ағайдың курсын іздей бастадым. Түрлі географияға байланысты курстар іздей бастадым. Дамир ағайдықын көріп қалдым, бірақ тіркелмедім. Солай мен өзім дайындалдым. Рахмет. Аха, солай мен өзім дайындалдым. Сонымен 9-шы маусым күні бірінші ұбытыма кірдім. Бірінші ұбытымда көріп тұрсыздар, қадалып қалған плотно. 92 жинап, былай қарап отырсаңыздар, мен мүлдем грантқа түсе алмаймын балмен. Және мен география ағылшын туризм мамандығына Казгеоға түскім келді. Сол кезден бастап 92-ні көрдім. Мынау не дедім өзіме қарай. Сосын Дамир ағайдың курсына, осы ЖБ40 курсына қатыстым. Және қараңыздар, жаңа даталарын көрдіңіздер, уже мына жерде 29.06. Яғни мен 20 күннің ішінде 21 балл қостым. Аха, рахмет. Менің ойымша бұл барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Қазір март ұбытысын енді ғана бітірдік. Сіздер қазірден бастап тіркелсеңіздер, даже 140-тан көп жинап кететін шығарсыздар. Құдай қаласа, сіздердің қолдарыңыздан келетініне сенімдіміз. Сондықтан сіздерде қазір уақыт бар, барынша дайындалыңыздар, біз сіздерге сенеміз. Құдай қаласа, Қазақстанды дамытушы мықты мамандар мына жерде отыр. Барлықтарыңызға рахмет, назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге тілерім тек сәттілік. Құдай қаласа, бір грант иегерсіздер. Рахмет. Аластайын. Нұрсұлтанның бұл оқиғасы, иә? Былтырғы жылғы грант ұбытысында көрсеткен нәтижесі 113 ұпай алды, Казгео университетіне грант жеңіп алған болатын, иә? Так, қосымша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, жалпы курсқа қатысты емес. Өздеріңіздің жеке сұрақтарыңызды, наурыз ұбытысына байланысты сұрақтарыңызды, тіркелу бойынша сұрақтар, кез келген сұрақтарыңызды
қойсаңыз дұрыс болады. Хорошо, давайте. Мысалы, біз госэкзамен тапсырамыз ба? Иә. Бізде, получается, енді осы 5 пен 17 аралығында вообще болмай ма? Или госэкзамен күндері ғана болмай ма? Госэкзамен болатын күндері және демалыс күндері болмайды. Қалған күндері, мысалы үшін, 11-і болмайтын болса, госэкзамен 11-і енді тапсыруға болады. Өзі тіркелер кезде сіздер көресіздер, иә, бос ячейкаларды. Иә, бос ячейкаларға ғана тіркеле аласыздар. Хорошо, дальше. Дальше. Қандай сұрақтарыңыз бар? Ау. Онлайнға уже қатысып жүрсеңіздер, немесе офлайнға қатысып жүрсеңіздер, нагружать етпей қойға болады. То есть сізге сабақтарыңыз, өзіңіздің сабақтарыңыз бұл жағын жеткілікті деп ойлаймын. Бұл кімге арналған курстар? Жаңағы 20, 25, 27 жинап жүрген оқушылар бар ғой? Көпшіліктерін жаңағы сондай жинатыңыздар. Осы оқушыларға арналған, который жаңағы нәтижесін көтергісі келетін. То есть как минимум 35, 38 плюсқа жеткісі келетін. 10 мен 11-дің тақырыптары бойынша қиналатын оқушыларға арналған курс деп айтамын. Мына жақта онлайнда не деп жатыр? Екі ұбытыны бір күнге қоюға болады ма дейді Әкежан. Әрине болмайды. Себебі жаңағы тіркеуде ондай мүмкіндік жоқ. Максимум арасын бір күн қоюға болады. Мысалы үшін 27-ші маусым, 28-ші маусым. Дальше. Тоғыздан қойылмайды. Ағылшын тілі бойынша мамандықтардың тізімі көп бұл жақта, сол себепті ағылшын тілін білсеңіздер, тіптен жақсы болады, иә? Дальше. Тест алдау курсы бар ма? Тест алдау курсы жақында шығады. Дальше. Бонус қашан беріледі дейді. Бонус эфирдің соңында беріледі. 10 минут қалды бізде. Бірінші грант ұбыты тапсырған соң, арасы 15 күннен соң екінші ұбыты тапсыру керек па? Жасмин. Ондай мәлімдеме әлі айтылмады, Жасмин. Жақын арада шығады. Тағы да. Қандай сұрақтар? Офлайндағы оқушылар. Грант результаттары, гранттың конкурс нәтижесі ма? Қара, аманшылық болса 5 шілдеге дейін 2 ұбытын тапсырып шығасың. 5 шілдеден кейін ары қарай бір апта демалыс болады. Сіздерде 13 шілде мен 20-25 шілде аралығында грант конкурсы басталады. То есть жұмыс онымен бітпейді. Ұбыты деген бір дүние бітеді. Екінші дүние ол грант конкурсына қатысу. 4 мамандықты таңдау, 4 универді таңдау, универділерді аралау, приемный комиссияға барып тіркелу, сөйлесу, мамандықтарды зерттеу, өзінің ұпайына қарасты мамандықтарды таңдау деген секілді жұмыстар болады. Ол тоже біраз үлкен жұмыс. 13-ші, 20-ші, 25-ші шілде аралығында осы жұмысты атқарасын. Ары қарай 2 аптадан кейін, яғни 10-ші, 12-ші тамызға дейін грант конкурсы шығады. 10-ші, 12-ші тамыздың арасында гранттың нәтижесі шығады. Сол тізім бойынша ары қарай уже университетке, жоғарғы оқу орындарына отчисление болады. Я? Ау? Түсінбедім. Казгюға грант бойынша өте жақсы сұрақ. Бұл жерде слайдта ұмытып кетіппіз ол туралы. Казгюға грант бойынша 12-ші сәуір күні басталады. Тіркелу келесі аптада 10-11 аралығында дүйсенбі, сейсенбі күндері осы Казгю гранты жөнінде айтамыз. Казгю грантына, ішкі грантына бізде курстағы оқушылар, бірінші 30-шы поток оқушылары, интенсив курстағы оқушылар, стандарт курстағы оқушылар және Астанадағы офлайн оқушылар қатыса алады. Дальше. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Кез келген сұрақ, қыздар, ұлдар. Туризм шектік балл қанша дейді 2023 жыл. Шектік ұпай грант конкурс нәтижесі біткеннен кейін, аяқталғаннан кейін шығады. Мысал үшін былтыр 99 және 97 ұпай болған болатын география ағылшын бойынша. Биылғы жыл оның шектік ұпай алдын ала шықпайды, алдын ала жарияланбайды. Ол гранттың соңында ұбыты тапсырып болғаннан кейін ғана шығады сіздердің нәтижелеріңіз бойынша. Дальше. Я, қыздар, активне, ұлдар. Барлығы түсінікті болды ма? Бүгінгі сабақ қалай болды сіздерге? Жақсы. Қандай сұрақтар бар? Онлайнда оқушылар бізде 600-ден астам оқушы қалыпты. Конкурста бір мамандықты жаза берсе болады ма? Жоқ, әрине. Жазуға болмайды. Олай қарастырылмаған. Нархоз немесе Казгю дейді. Өте жақсы сұрақ. Нархоз или Казгю? Тағы да түсіріп алыңыздаршы мынаны. Түсіріп алыңыздаршы жаңағыны. Қалай айтсақ болады екен, Казгю мен геонлайн дейміз. Кете беремін істеймін. Не істейміз? Геонлайн не қадыңыз,
аға сіз сұраныс қойып отырыңыз, мен Мадина, ойлап иә? алайын бір сөз. Сәуірдің соңында басталады. 25-іне қарай, 20-сынан кейін, в общем, регистрация басталады. Так, жаңағы сұрақтың жауабы сол мен. Казгю ма, нархоз ба? Казгю, иә. Но мен екі университетпен кеңес берер едім. Нархоз университеті Алматы бойынша, Казгю университеті Астана бойынша ең мықты университеттердің тобы. Казгюмен де менде жаңағы әріптестерім бар, ол жақта Нархоз университеті және де әріптестерім бар. Екі университетте де экономикалық мамандықтар бойынша топ университеттердің қатарына қоямын. Дальше. Нағыз ұбт-ға қашан тіркелген дұрыс дейді шұғыла. Жаңа айттым, нағыз ұбт-ға өзінің дайындығына байланысты шұғыла, өзінің дайындығына байланысты, немесе жаңағы емтиханға дейін, немесе жаңағы емтиханнан кейін 15-30 маусым аралығында бірінші ұбт, 30 маусым мен 28 маусым мен 5 шілде аралығында екінші мүмкіндікті тапсыруға болады. Дальше. Тағы қандай сұрақтар бар? Онлайндағы оқушылар, офлайндағы оқушылар, Логистика мамандығы бойынша қандай университеттер жақсы дейді? Қандай университеттер жақсы деп ойлайсыздар? Жалпы университет таңдаған кезде бейіндік университеттер таңдаған дұрыс. Бейіндік университет дегеніміз қандай ол? Белгілі бір бағыт бойынша жұмыс жасайтын университет. Қазақстанда бұл бағыт бойынша жұмыс жасайтын академия логистика и транспорт, АЛТ деген университет бар. Көлік және транспорт академиясы. Сол университетті ұсынар едім. Астанада болса, Астанада варианттар жоқ, ең басқа, өкінішке орай. Дальше. Алматыда еще Казну жақсы, Аль-Фараби. Дальше. Әрине, Казгюдің дипломы. Мына жақта Казгюдан кімдер? Қараңыздар, бізде кураторлардың жартысы Казгюдан. Казгю бойынша сұрақтарыңыз бар болса, қосымша осы кураторлардан сұрасаңыздар болады. Казгю университетінің әрине сертификациялары, әлемдік халықаралық деңгейдегі сертификациялары бар. Сол себепті бұл университетті кеңес береміз деп реклама қойып жүрсен. Так, дальше. Ойын. Бізде ойын бар, қазір кішігірім ойын ойнаймыз. Барлықтарыңызға қайтадан тұру керек болады. Тұрыңыздар, кеттік. Так, қазір сіздерге тұру керек болады. Айналыңыздар. Айналыңыздар, прям айналыңыздар. Телефондарыңызды қолға алыңыздар. Және сөйлетке қолдарыңызды көтеріңіздер. Телефондарыңызды алыңыздар, камераңызды қосыңыздар. Скрин жасаймыз. Тақтада не көріпсіздер? Экранда. Соны скрин жасаймыз. Да, косяк чуть-чуть. Нормально. Все, жақсы. Скриндедіңіздер ма? Енді осыны инстаграмға салсаңыздар, бұл жорамал іске асады. Хорошо? Так, жақсы. Офлайндағы бонустар бізде WhatsApp чатқа жіберіледі, және онлайндағы бонустарымыз бізде тоже группаға жіберіледі. Бізде біраз оқушы уже тіркеліп жатыр ЖБХ курсына. Қанша орын кетті? Бонустарды офлайн группаға жібереді, және бізде қазір не болады план бойынша? Астаналықтар фотосессия, фуршет. Қазір аузы берік оқушыларға ауыз ашар болады, ауыз ашар уақыты. Мына жақта фотосессия келсеңіздер болады, мына жақта ту бар. Кураторлардан сұрақ қойсаңыздар болады. Бүгінгі эфиріміз, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. ЖБХ курсына тіркелу жүріп жатыр. Бонустарды группаға қазір WhatsApp-қа жібереді қыздар, ұлдар. Жақсы, давайте.